жайлы қалай кіріп алған ертегілер жылдарға ең қымбат тарих болып жазыла ма қарақшының қол жеткізген қазынаға осы сәттер тарих болып жазыла ма біз жайлы жылдарға ең қымбат тарих болып жазыла ма. Жақсы, өздерің қалайсыңдар? Жамағат бұс. Қысқа эфир сағат 7:30-ға дейін. Жартысы 1,5 сағаттық эфир. Сразу айтып қойын. Кешке Ақылтайға кіресің ба дейді. Жоқ, бос болмайым. Евро құл қалайсың дейді. Евро жоқ қой, евро. Әбілмансур тәубеңе кел дейді. Әбілмансур кім еді? Абдуллах ибн Мубарак не болды? Ақыры дәлелдедің ба, дәлелдемедің ба? Абдуллах ибн Мубаракты қабылдады ма, олар қабылдамады ма? Ахват үшін десеңіз қосылыңыз деген не әңгіме? Құдайды саудаға салдың ба? Дейді. Саудалап бірдеңеге сатып отқан жоқпын ғой. Малдың тірлігі ғой мынау дейді. Тиктокта отырған қай мал тиктокта отыр, айтшы ма? Аллах басыңа сынақ жіберсін, әумин дейді. Нұрлан, саған да сынақ жіберсін онда. Сен өзіңе тілесе оны, сүйген құлына сынақ жібереді деген. Баяғыда сахабалар басына сынақ келмей қалса қиналып қалады екен ғой. Басына сынақ келмесе қиналып қалады екен. Ойбай, мені Аллах жақсы көрмей қалды ма деп. Сол сияқты маған емес, өзіңе сынақ тілесейсің. Саған ауыр сынақтар келсе, ол деген Құдайдың назарындасың деген сөз. Аллах сүйген құлын сынайды деген сөз. Менде өзіме лайықты сынақ бар дейді. Ол аз, Нұржан, ол аз ол. Сынақ көп болған сайын оның несі де жақсы болады да. Өтеуі де жақсы болады саған. Ертең ар жақта да жақсы не аласың ғой. Сол үшін барынша көбірек сынақ тілей бер, ұялма, қорықпа. Зато ертең сүйген құлымын деп жүресің. Менің өзім сынақ қой саған, сендерге келіп тұрған былай алғанда. Мен айтып жүрген әңгімелерінде бір сынақ қой, иманның проверкасы ғой. Өте аласыңдар ма, өте алмайсыңдар ма? Бұл фитна мен шубхадан қаншауың өтесің, қаншауың өте алмайсың деген сияқты. Қарақшым қол жеткізген қазы. Атеистерге сынақ жоқ шығар дейді. Атеистерге бар, УБТ деген бар. Сосын экзамендер бар. IELTS бар. Армысың Ысқақ? Бар. TOEFL бар. Армыз, бармыз. Қалай жүр? Жақсы аман. Шодан бәрі шулап жүр ғой, сені атеист дей ма? Ол сенің өзің мнениең ғой. Я соның бәрі жыртылып жүр. Әрине. Просто анандай ғой, қоғамды, бүкіл қоғамды бір спортқымен айдап, бәрін өздері сияқты жүргізгісі келетін адамдар ғой бұл діндегі кісілер. Просто мен былай қарап атқаным Ысқақ бар ғой. Мен өзім негізі мұсылманмын. Альхамдулилля мұсылман, Аллаға сенемін. Бірақ мен ешкімге былай нетпеймін да. Неғып сен сенбейсің дегенде әңгіме айтпаймын. Әрқайсының өзіне керек. Исламы да, намазы да, Құдайы да. Сенесің ба, сен. Сенбесең, сенбе. Әркімге дәлелдеу қажет емес деген ойымда әлі. Сенің де сондай ойың. Просто мен, саған көпсі соншама, мә Ысқақ бүйтті, сөйтті, енді істей берсін ал. Күштерің жетсе, әлдерің жетсе, көрсетіңдер. Білімдерің жетсе, көрсетіңдер. Ал, бірай. Бұл бәріне кір деген сөз емес, мысалы. Тақырып тұр,
тақырыпқа қосатын пікір, аргумент, ойларың болса, ойың жоқ, маған бәрібір сен не болмасаң о бол десең, онда өтіп жүре бер, онда ешкім сені тиіспейді оған. Солай үйрену керек та адам. Мен мысалы эфирлерді ақтарамын, сәләфилер отырады, христиандар отырады. Мен айтатын ойым болса ғана, қосыламын. Айтатын ойым жоқ болса, ол неге сеніп отырса да, маған бәрібір деймін да өтіп кетемін. Дұрыс. Бірақ маған мысалы сенің негізгі сен жағынан, мысалы маған қызығы болып тұрғаны, сен бұрын мен естігем, просто мен былай білмеймін да, сенен сұрайын дегенім сол. Бұрын өзі исламға жақын болған жігіт дейді. Білімі бар дейді жаңа исламға. Просто бір сұрақта неге солай шештің деген ғой, мысалы Алланың жолын алдында былай атеизмге ма әлде қай жаққа бұрғаныңды соны түсінбедім. Оны шеше алмайды ақырын. Оны шеше алмайды адам. Бұл ақырын біртіндеп жүретін процесс та. Өзі бір ойлану, іздену барысында адамның ойы өзгереді. Соған байланысты жүретін нәрсе ол. Бір какой-то момент отырып, все, мен сенбеймін деп бүйтіп айта алмайды адамдар. Асты ойланасың, қарайсың жан-жақты, осы мынау қалай болды деген сияқты. Сол жақындап сырттан қарай бастайсың ғой, что-то не то деген сияқты. Көп та. Комментарийде жазатындар геройлар көп екен, оказывается. Қаспайтын. Көп. Ешкімдің алтын жаппаймыз, ешкімге не қылмаймыз. Иә, дұрыс. Мені боқтайды да, басқаны да боқтап атады. Қайсының аузына қақпақ болсын. Жауабыңа рахмет, иә, ризамын жауабыңа. Бірақ мен андай спорласып, сенімен дауласып кірген жоқпын. Просто амандасып қал жағдайың білейін деп кіргем. Сенің выборың ол сенің выборың, менің выборым ол менің выборым дегендей. Мен ол таласып пікір таласқа нетпеймін. Өйткені мен көрдім ондайларды. Қаншама адамның өз ойы өзінде қалады. Ешкім нете алмайды, қозғалмайды. Мысалы, сенің ойыңды мен өзгерте алмаймын, Аллаға кел деп. Также и сен менікін өзгерте алмайсың, сондай ғой. Иә, дұрыс. Бұл дебаттар ой өзгертетін емес, ақпарат алатын дебаттар ғой. Соны түсінбейді да адам. Конечно. Сен неғып насихаттап атсың, сен атеистерді көбейтіп атсың ба, мұсылман дініне шаруасың ба? Жоқ. Бұл дебаттармен өзгертуге бағытталмайды. Бұлар адамға ақпарат беруге бағытталады. Сен аласың ақпаратты, ізденесің, тексересің. Болмаса ізденгің келмесе іздемейсің. Жаныңа не комфорт, соны айналыс. Сол жағын ал, сол жағын қара. Еркін болғаннан кейін ақпараттық жүреді ағартушылық. Жақсы, Евро, рахмет сізге, алғыс. Так, адекватный нәрсе да. Негізі жақсы дебаттар жасауға болады. Егер базовый нәрсеге таласпай, бір әдем аргументтер айтса, дұрыс та сол. Иә. Жақсы, Евро, аманбыз. Алло. Аманжол. Аманжолов. Ысқақ. Ербол Ислам. Иә. Менде бар ғой, тек бір сұрақ бар болды бар ғой. Қой сұрақ. Сен атеистпін дейсің ғой. Иә. Қақ. Иә, айта бер, тыңдап отырмын. Сен атеистпін дейсің ғой да? Да, иә. Менде тек бір сұрақ бар болды, осыған жауап берші, болды бұл. Иә, енді қой деп жатырмын ғой саған. Айтайын дегенім бар ғой, сен ертең өлесің ғой, мысалы, өлу қақ қой, любой тіршілік өледі ғой. Адам баласы болсын, любой тіршілік өледі, иә? Құдай бар болып қалса не істейсің деген әңгіме айтсаң, айтпай ақ қойшы ондай. Жоқ, олмес. Сен өлесің ғой. Өлгенде сені қалай жерлейді, осыған жауап берші маған. Сен қандай жолмен жерлейді сені? Оны былай болады. Мен өліп қалғаннан кейін, ол менің проблемам емес та уже. Жоқ, мысалға сен атанаң бар. Мысалға былай жерлейді, қара. Ағайын туысқандарың бар, иә? Мысалға мен қызық ол. Мысалға былай жерлейді. Мен өзім мұсылманмын. Жоқ, просто мен сұрағым бітсін да, до конца. Қара, мен өзіме қызық, мен өзім мұсылман болғасын, мен альхамдулилля ерте, мен бауырларым, атанам бәрі мені өліп қалсам егер, мені мұсылманша жерлейді, иә, там, ислам дініне сәйкес жерлейді. Жарайды, мен сұрай салайын. Сені бір намаз бен екінші намаздың ортасында көміп тастайды ғой, иә, туғандарыңды күтпей.
жоқ, күтеді, 2 күн күтеді, 2 күн ол 2 күн күту деген шариғаттың қай жерінде бар, қайдан шығардың оны? жоқ, біздің шариғатта жоқ, ол қазақтың өзінің сондай несі ғой, шариғатта жоқ, қазақтың жерлеу рәсімдері бар ма? Мен өзімді айтып отырмын, қара, мысалы біз өлгенде, мысалы бізде батыс жақта деймін да, мысалы өлгенде Шариғатта көктас қою бар ма? ондай қоймайды, құрсын, алла сақтасын, ондай көктас қою не жоқ. Үлкен бана күзет болады, өлді, күзеті болады, келесі күні жаназасы болады, мысалы сөйтіп шығарып салады біздің жақтың несін Оны айтатын да. күзетесің. А? Ол қазақтікі ма, шариғаттан ба сенікі? Шариатта жоқ, шариатта өлді ма, алады да жерлеп тастайды, иә, мысалға. Бәрекелді. Сен енді айтып отырсың ғой, қазақтың жерлеу дәстүрін айтып отырсың ба? Жоқ, мен саған сұрағым просто, осы сұраққа жауап берші, сен өлесің ғой, сен қалай жерлейсің? Енді қара, сені шариғатта жоқ обрядтармен сені жерлейді екен. Мен де қазақпын, маған неге қатысы жоқ оны? Қалай шариғатта жоқ нәрсемен жерлейді? Енді сені де апарып көмеді екен ғой шариғаттан алмаған шығар оны. Мені өлгеннен кейін, иншалла, мені как положено, жаназамды шығарып, мұсылманша жуындырып, жаназамды шығарып, мен сөйтіп жерлейді, иә? Сені қалай жерлейді деп тұрмын ғой, просто. Мен просто маған қызық сұрақ маған. Енді сен тыңдайсың ба, или өзің сөйлеп отыра бересің ба? Сұрағың жарты сағат қоясың ба? Енді тыңдаймын. Сен сұрақ қойып жатырмын деп айтып отыра бергенсің. Қара, былай, біріншіден мен өлгеннен кейін мен қалай жерлейтін ол менің проблемам емес. Екіншіден, ол нәрсені шешетін де мен емес. Егер мен, мысалы, мен туыстарым ислам бойынша жерлейін дейтін болса, егер сендер қырылысып қалмасаңдар, енді анау арабша Құранды қызғанып, бірдеңені қызғанып қырылысып қалмасаңдар, ол туыстарым мені мұсылманша да жерлеп жіберуі мүмкін. Мысалы, жаңа тура сен айтқан сияқты мұсылманша да жерлеп жіберуі мүмкін. Егер ондай болмаған жағдайда, мұсылманшылықсыз-ақ, мысалы, жаңағы арабша Құранның мәтінін оқымай-ақ былай да жерлеуі мүмкін. Енді ол, короче, мен өлгеннен кейін туған туыстар қалай ақылдасады, қалай шешеді, немесе мен бала шағам ба, туған туыстарым қалай ақылдасады, солай шешеді, сөйтіп жерлейді. Ол бір проблема емес қой негізі. Саған маңызды емес, иә ол? Ешқандай да маңызды емес. Өлген адамға ешқандай маңызды емес қой. Сен дінің жоқ қой, мысалға. Енді жерлеу рәсімі бірдеңе өзгерте ма деген сұрақ. Иә, жазып отырған, ит пен құсқа бананы жем қыла салу керек, как өлген. Ербол, адамның қалай жерленгені сенің дінің бойынша оның арғы дүниесіне әсер ете ма? Етеді, біздің ислам дінінде. Әсер етеді, жарайды. Енді жарайды, әсер етеді. Қандай әсер етеді? Қалай? Енді қандай амал орындалмаса, оған қандай зиян болады деген сияқты. Біздер енді мұсылман болғасын, альхамдулилля, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам үйреткендей жаназасын шығарып, как положено, қалай үйретті, солай жерлейді бізде, иә? Иә, жаназасы шықпай қалған жағдайда, жаназасы шықпай, жуындырылмай қалған жағдайда өлген адамға қандай зиян тиеді? Жаназасы шықпаса, жуындырмай жаназасын шығармаса, значит ол мұсылман адам емес, иә? Солай ма? Солай болып санала ма? Солай болып санала ма? Мұсылман адамды жаназасын шығарып, жуындырып шығарады, ол мұсылман. Жоқ, егер ол өліп қалған адам, мысалы, бір адам өмір бойы 5 уақыт намаз оқып, тақуа болып өтті да, бірақ оның жаназасы шығарылмай, жуындырылмай қалса, ол автоматом діннен шыққан бола ма сонда? Діннен шыққан болмайды, потому что мен мысалы өзім, ата-анам, балағаным бәрі былай, подстепенка бәрі мұсылман ғой енді бәрі. Мұсылманша обрядпен. Мен түсінбедім. Былай түсіндіріп берші. Қандай зияны тиеді? Жуындырып, жаназасы шықпай қалған болса, ол өлген адамға қандай зиян тиеді? Соны айтпай жатсың. Нені? Жаназасы шығарылмай, жуындырылмай қалса, өлген адамға қандай зиян? Пайғамбарымыздың ол бізге сөйтіп үйреткені, шығаруы, жаназасы шығарып, ол пайғамбарымыз айтқаннан кейін біз оны істейміз. Түсініпсің ба? Жоқ, енді айтсаңшы. Жауап бермей жатсың. Жаназасы шығарылмай, денесі жуылмай қалған адамға өлгеннен кейін қандай зиян тиеді? Оны Аллаху әлем, оны Алла біледі. Оны білмеймін. Мен просто айтып отырмын, пайғамбарымыз біз сөйтіп істейміз деймін. Ал сені деймін, сен қызық болып тұрсың маған. Білмесең енді қалай ол? Сонда ешқандай онда зияны да пайдасы да жоқ шығар онда. Исхақ, мен бана сөз таластыру үшін, дебатқа түсу үшін не істеп жатқан жоқпын.
мен одан білімім аз ислам дінінен, бірақ өзім альхамдулилля мұсылман. ислам дінінен білім керек емес ол жерде. Ислам дінінен білім керек емес ол жерде. Қара, ислам дінінен білім керек емес ол жерде. Жалпы жерлеу деген нәрсе қалай пайда болған деп ойлайсың? Жерлеу деген нәрсе ма? Иә. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізге сөйтіп айтты ғой. Жоқ, пайғамбарға дейін сонда адамда пайғамбарға дейін өліктерін ешкім көмбеген ба сонда? Нені? Оны Алла біледі, мен айттым көмбеген ғой. Мен сенімен қырылу үшін, дебатқа түсу үшін емес, мен оған сенімен қырылып дебатқа түсетіне мен білімім. Дебат емес қой, элементарный нәрсе просто. Пайғамбарға дейін адамдар жерлеген ба деп жатырмын. Білімі мықты емес, иә. Ой, білім емес. Сенен саған сұрақ қойып тұрмын. Мектептің білімі, пайғамбарға дейінгі дәуірлерде адамдарды көміп жерлеген ба деймін. Көмген шығар, жерлеген шығар, ол кезде де болды ғой. Явно ғой енді көмген, көптеген форумдар бар ғой. Иә. Көмген, демек олар да бір жерден алған ғой енді қалай көметін. Ладно, бірақ басқа да себептердің өзінің бір рационалды жауаптары болады. Мысалы, көмудің бір себебі, мысалы, сасымау үшін, ауру таралмас үшін деген сияқты өзінің бір рационалды бір себептері бар да оның. Сосын оған мистика қосады. Жалпы бұлай адамды жай жерлегенмен мұсылманша жерлегеннің арасында бір сол Құранның сөздері ғана бар шығар, бірақ Құранның сөздері қандай пайда береді, мен білмеймін. Ысқақ, сен кезінде бана біреу айтып отыр, сен кезінде мұсылман болған дейді депті, мен білмеймін, сен танымаймын. Сен сол мұсылман болған кезінде, иә? Сен Құранды оқыдың ба? Оқыдым. Оқыдым, иә. Сонда саған Құран ешқандай пайда берген жоқ па саған? Жоқ. Енді қандай пайда беру керек ол? Құранда мынандай аят бар ғой, медитация сияқты бір не қылып, әсер алып деген соны пайда деп айтып жатсаң, ондай пайдасы болады, ол любой мәтінді жақсы көріп оқысаң. Любой мәтін дегенде ол Аллахтың кәләмі ғой бізге, анық. Ана сен Құранды оқығанда сен өзіңе білініп тұрады ғой, адамның сөзі емес екенін, сезіледі ғой сондай, ондай сенде болмайды вообще, да? Қалай адамның сөзі емес ол? Адамның сөзі емес екенін ешқандай негізі жоқ. Алланың кәләмі ғой бізге берген аят түсіндірмелер, иә. Мысалы, қараш, Ысқақ, мен мысалы, иә, мұсылманмын ғой, альхамдулилля, мысалы, Құран оқығанда бана арабшасын оқып, сосын мен енді араб тілін білмеймін, бірақ арабша оқи аламын, Құран оқи аламын, иә. Арабшасын оқып, сосын оның мағынасын, қазақша мағынасын оқығанда, менде сондай сезім болады да, анау как будто Аллах Тағала бізге ескертіп, маған айтып тұрған сияқты, сондай сезім болады. Иә, менде өзімде. Жарайды, саған не ескертіп жатыр, айтшы. Нені? Не ескертіп жатыр деймін, соның Құраннан оқыған ескертіп. Құранда сен адам болып пайда болғаннан өлгенге шейін саған ескертіп жатыр ғой, жалпы. Нені? Барлық нәрсені. Мына өмірден салпы саған өмірмен, мына өмір бар, сосын қиямет бар ғой. Сонда болатын нәрселердің бәрін саған Аллах Тағала келтіріп айтып жатыр ғой, Құранда негізінде. Айтпайды ғой ол жерде, Құранда ақирет туралы, қияметтің үлкен белгілері, ондайлар хадистерде. Жоқ, мен белгілерін айтып жатқан жоқпын. Жарайды, қияметтің қалай болатыны туралы. Адамдардың жағдайы, мысалы, қандай болатыны. Жақсы, қара, Ербол, қара. Ербол, сен оқыдың ғой, жарайды, оқыдың. Қияметте жұлдыздар құлайды деген бар ғой, білесің ба? Жұлдыздар жерге құлайды деген бар ма? Жұлдыздар ағады деген сияқты ма, типі, андай бүйтіп. Аспан құлайды деген бар да, мысалы, жұлдыздар ағады, аспан құлайды. Аспан қатты нәрсе емес қой, қалай құлайды ол? Мен оны білмейді екенмін, Ысқақ оны. Сондай жерлер көп қой, мысалы, жұлдыздар ағады, жұлдыздар қалай түседі? Сен атеистпін деп отырсың ғой, мен просто қызықтырған сұрақ осы болды менде бар ғой. Сен негізінде қазақсың ғой, иә? Ол қызықтырса, негізі діндерден бөлек ұлттардың өзінің рәсімдері болады, ол проблема емес. Қай ұлтқа жатасың сонда? Қазақ? Қай ұлтқа жатасың деген? Қазақтар қалай жерлеген адамды? Көріп жүрсің ғой күнде. Иә, ол мұсылманша жерлеген, значит, ол мұсылман дінінен алып тұр. Оның ішінде мұсылмандықтан только тек қана Құран ғана бар шығар, қалғаны шариғатта жоқ қой. Иә, сонда сен хандарымыз, біздің ата-бабаларымыз қалай жерледі? Барды да просто көме салып, апарда көме салды ма? Білмеймін, мен шығарған шығар олардың жаназасын. Иә, мен Ысқақ вообще сен түсінбеймін да, мысалы сен қазақсың. Жалпы негізінде енді Құранда аят бар ғой, Алла кімді тура жолға бастаса, оны ешкім тура жолдан тайдырмайды дейді. Алла кімді тура жолдан адастырса, оны да ешкім тура жолға салмайды дейді. Осы аятты айтқан кезде, Ербол, осы аятты оқыған кезде ойланбайсың ба, Алла неге адастырады өзі деп? Кімді?
Алла өзі адастырып, өзі тура жолға салмайтын қылып адастырып, өзі жазалайды деп ойламайсың ба? Ысқақ, адам өзінің жолын өзі таңдайды ғой, білесің ба? Жоқ, сен қазір ғана Алла адастырса дедің ғой. Сен, значит, мына жол таңдағансың осы. Құдай жоқ, атеист деген Жоқ, адам таңдай ма, Алла адастыра ма сонымен? Нені? Адамды Алла адастыра ма, адам таңдай ма или? Алланың қалауымен ғой бәрі. Жоқ, сен жаңа ғана өзің айттың, Алла Тағала адастырса деді. Мына сен айтып отқан мәселең, ол тағдыр мәселесіне кіріп кетуі де мүмкін. Мен ол жағынан вообще білімім жоқ, ол тағдыр мәселесіне кіргім де келмейді мен. Ол үлкен мәселе. Кірмей-ақ былай ойланбайсың ба? Аллах өзі адастырса деп тұрған жерден ойланбайсың ба? Алла кімді адастырса, оны ешкім тура жолға сала алмайды. Кімді тура жолға бастаса, оны ешкім адастыра алмайды деген аят бар Құранда. Иә? Значит, сен значит осы дінге, осы жолға Жоқ, соны енді ойланбайсың ба? Қалай біреуді таңдап тұрсың, осыға көріпсің ба? Өзің жолыңды өзің таңдап тұрсың. Жоқ, сен Алла адастырады деп айттың ғой сен. Енді сен өзің жолын таңдағаннан кейін кім Аллаға жақындаса, Алла оны қарсы алады, бананы құшақ жая емес, ол адамға айтылады, ол Құдайға айтылмайтын нәрсе. Мысалы, сен Аллаға жақындасаң, сен Алла жолында ашып, Алла өзіне жақындатады. Сен Алладан алыстасаң, сен вообще-то Аллах Тағала, сен Аллах Тағаланың алдында сен ешкім емессің ғой. Негізінде былай құлсың ғой сен. Жақындасаң жақындатады, алыстасаң алыстайды деген. Қалай сонда ол Құдай өзі ештеңе істемей ма сонда? Сен негізінде бір құлсың ғой, мойындарсың, сен құлсың ғой, бір ешкім бір пендесің ғой, ешкім қолынан дым келмейтін, дым істей алмайтын, сен пендесің ғой просто, да. Адамдардың қолынан үлкен нәрсе келеді, білесің ба? Адамдардың қолынан үлкен нәрсе келеді. Алла қаламаса үлкен нәрсесін біреуі де келмейді. Бір жапырақтың өзі Былайда Ербол, былайда сенің айтып отырған нәрсең только постфактум жұмыс жасайды. Яғни сен Аллахтың нені қалап қаламаған оқиға болып кеткеннен кейін ғана анықтай аласың да. Сен қазір Аллах қаласа бүйтсін, сөйтсін деген сияқты нәрсені сен өйтіп ештеңе тексере алмайсың. Сен просто бір оқиғаны айтасың. Қара, бір оқиғаны айтасың, оқиға болып кеткеннен кейін барып, Аллах осылай қалапты дей саласың. Ол ешқандай да өзгертетін емес. Алла қаламаса, Алланың қалауынсыз бір жапырақтың өзі жерге түспейді дейді, мысалы. Не айтасың оған? Енді, демек, бүкіл әрекет Аллахтың қалауымен болады деген кеп тұр ма? Әрине. Иә, адамдардың бүкіл жауыздығы да Аллахтың қалауымен болып отыр ғой. Сен қара, мен саған айттым. Сен өзіңнің жолыңды өзің ашасың, өзіңнің жолыңды өзің аласың. Сен егер Құдай жоқ деп кеттің ба, болды, сен сол жолмен Аллах Тағала сені сөйтіп адастырып қойды ма, болды, сен кетесің солай. Сен басында мұсылман болдың ғой. Мысалы қара, мен бір қылмыс жасасам, ол Аллахтың қалауымен жасалып тұр ғой. Қылмыс жасасаң ба? Иә. Мына мәселе бар ғой, мен айтайын, Ысқақ, мына тағдырға жазылады деген мәселе бар ғой. Тағдыр деген адам тағдыры, бана туылғаннан өлгенге шейін тағдыр деген мәселе. Ол дейтін үлкен мәселе, мен оған вообще білімім жетпейді, мен оны айтқым да келмейді даже. Ол қазір бір нәрсе қате тупиковая тема. Оны білімсіз адамдар сөйлеуге болмайды негізінде, вообще бар ғой негізі. Маған просто қызық болып отқаны. Қандай білім керек ғой? Бір-екі уағыз тыңдасаң түсінесің. Жоқ, ол Ысқақ, бүйтіп түсініп тұрмын. Сен кезінде мұсылман болдың деп айтып жатыр, қалай бұлай атеистік жолға қалай түсіп кеттің деген сұрақ қой маған сол. Енді мен саған айтып отырмын ғой, мен саған қойып жатқан сұрақтардың сен жауабын біліп жатқан жоқсың мысалы. Ол нәрсе ұйқаспайды, байланыспайды. Бүкіл қатыгездіктер Құдайдың қалауымен болып жатыр деген сөз. Сонда оны еще мен саған сен үшін жауап бере салайын, былай варианттар бар. Адамның әрекетін Аллах қалауымен жаратып береді деген бар тағдыр мәселесінде. Яғни адам бір әрекетті қалайтын болса, соны Аллах қалауымен соны жаратып береді. Сен не қаладың, соны жаратып береді, соны істетіп береді да. Бұл жерде қарап тұрсаң, Құдай саған тәуелді болып тұр да, мысалы, мен не қалаймын, соны маған жаратып береді, как будто мен жұмсап беретін сияқты да. Қателеспеш. Аллах Тағала. Қателесіп жатқан жоқпын, сен тағдыр мәселесі туралы уағыздар қарасаң сөйтіп айтады. Алла өзінің пендесінің тозаққа кетуін де қаламайды жалпы негізінде. Тозаққа кетуін қаламаса, тозақты не үшін жаратты деп ойлайсың? Тозаққа кетуін қаламаса, тозақты не үшін жаратты деп ойлайсың? Сен сабақ мысалы 5 оқып жатсың, немесе 4 оқып жатсың, или 11 бітіріп жатсың, сен экзамен тапсырасың, сенен не үшін экзамен алады? Мен білмейді олар қалай тапсыратынымды. Вот именно сен экзамен сенен не үшін алады? Тексеру үшін білімімді. Сен тексеру үшін. Аллах Тағала не үшін тозақ пен жәннат жаратты?
не үшін қияметте адамдар алла тағалаң емтихан алушылар сенің қандай нәтиже алатыныңды білмейді. Алла тағала бәрін біледі. Алла сенің не істейді, қалай қоятынын бәрін біледі ол. Сені жаратпай тұрып, мысалы, сені сенің тозаққа кететініңді біліп тұрып, тозақты жасап қойған ғой. солай деп ойлайсың ба? Конечно. Әрине ол деген сен бірдеңені білмеді деп айтамайсың, мысалы, ол бәрін білген. Ол явно сол жаңағы тозақты да жаратып отыр ғой, әдейі салатын. Ол кімді салатынын тозаққа біліп тұр, тозақты жаратпай тұрып та. Тозақты жаратқаннан кейін сен жоқ кезде де сенің тозаққа жанатыныңды біліп тұр, сен сосын бар қылды. Сен тозақ үшін сені біліп тұр, сен тозақты азаптайтын. Просто саған мына жерде жерге келіп кішкене развлекация етіп қуып демалып аласың, сосын азаптаймын деп күтіп отыр да. Күтіп отқан жоқ енді. Оның алдында уже сен азаптап отырсың ба? Жоқ, олай емес, қате түсінбеші. Сен айтып отқан мына мәселе қате емес, басқа түсінігі жоқ бұның. тағдыр мәселесінде айтылады. Но мен ол жайында вообще сөз қозғағым келіп тұрған жоқ. Мен білімім пайыз болғасын бар ғой. Мынаның бәрі тағдыр мәселесін айтады, просто мен оған кіргім де кетіп тұрған жоқ. Білімді кісілерден сұрасаң, осы мен айтқан нәрсені айтады. Просто сен бар ғой, бана айтып отырсың ғой, бұл жерде дебат, анау мынау, банағындай бір адамды өзінің дініне шақыру мақсатында емес деген сияқты бар. Айтып отырсың ғой, сен сөйтіп осындай әңгіме айтып адамдар тура жолдан тайдырып жібермеші деп мен саған айтып отырғаным сол. Тура жол деген, сен жаңа ғана айтып жатыр едің ғой, кім тура жолда болса, оны ешкім тайдырамайды деп жатыр едің ғой. Алланың қасындағы тура дін бұл ислам діні болды. Жоқ, сен жаңа ғана айтып едің ғой, кім адамды тура жолға салса, оны ешкім тайдырамайды деп. Иә. Енді не қылып маған сен тура жолдан тайдырма деп жатырсың? Таңдайды дегенді айттым ғой мысалы, Ысқақ. Өзі таңдайтын болса, онда Құдайыңның қатысы жоқ екен ғой, адам өзі таңдайды ғой. Деген іс-әрекетін сен қалауың нені қалайды, Аллах тағала соны саған береді. Сонда Аллах тағала тура жолға сап қойған адамды мен адастырып жібере аламын, иә? Қалай? Солай қазір бір әңгіме айтамын да. Сол адам ниеттеніп сол жолға барғысы келсе, ол сол жолға барады түбінде. Демек ол адамның өзінің шешімі, менің қатысым жоқ оған. Сен мына бастарыңа келген қайғы қасірет, бастарыңа келгеннің бәрі мына екі қолмен істеген күнәларың кесірінен дегенде аят. Былай ма? Ербол, былай ма? Сендердің адастырма деген әңгімелерің біз білмейтін, біздің жамағатқа олар білмейтін нәрсені айтып қоймашы деген қорқыныш па? Жоқ, мен айтайын деп тұрғаным, сен мысалы қарашы қазір сен айтып отырсың ғой, мысалы сен мына айтып отқан информацияң вообще ішіне сәйкес келмейтіндері де бар, сен қате түсінген ойын, сен қате түсінген ой бар. Может тексеріп көру керек шығар саған, мен дұрыс түсінген шығармын, тексерген жоқсың ғой. Мен оның бәрін тексеріп, ол Құранда аятпен саған 100% айтылып тұр ғой, білмеймін, ана ақылы бар, миы бар адам. Сен мен сөзімді тексерген жоқсың ғой, менің сөзім саған тексеру үшін ақпаратта. Сен мен бағана тағдыр мәселесі туралы айтқандарымды может сұрап көресің, саған солай айтатын шығар басқаларды. Ысқақ, просто қате информация беріп жүрме деп жатырмын адамдарға банандай. Енді қара, сен адамдар қатемен рас ақпараттың, шынымен өтіріктің арасын айыру үшін бастарын істетіп, ізденіп, үйрену керек шығар, қалай ойлайсың? Или оларға мынау таза ақпарат деп қана бір адам сол таза только осы шын деп бір ақпаратты ғана беріп отыру керек па? Адамдар әртүрлі ақпарат көздерін тыңдап, сол ақпарат көздерін тексеріп, қарап, одан кейін өздері ой түю керек шығар? Ысқақ, Құранда саған жазылып тұрған жоқ па? Алланың қасында тура дін, ислам діні деп тұр, болды. Ол кітапты жазған мұсылмандар ғой. Ол кітап мұсылмандар жазған ғой. Қалай олар Аллахтың жанында тура дін, ислам деп айтады? Құранның ішінде жазылған бана аяттар адамның өз ойымен шығарылды деп тұрсың ба? Әрине. Сонда қалай ол ана ішінде вообще миға келмейтін сөздер, вообще аяттар бар, миға қонбайтын, оны біз түсінбейміз, ғалымдар не істеп берген, тәпсірлеп берген. Сонда ол сенің өміріңе арналған нұсқау кітап болатын болса, оның ішінде сен түсінбейтін информация неғып жүр ол? Былай қара, араб тілінде бана бар ғой, бір сөздің бірнеше мағына беретін түрлері де бар. Оны ғалымдар тәпсірлейді да, оны біздің білмейміз. Жоқ, бұл кітап саған түсінікті болу үшін, сені тура жолға салу үшін саған жіберілген кітап па, или сені адастыратын түсініксіз мағынасы жоқ сөздер бар кітап па? Бүкіл адамзатқа жіберілген кітап. Бүкіл адамзат емес, сен арабтардың өзі түсінбей жатыр деп жатсың оның ішіндегі сөздерін. Сен түсінбейсің, мен қазақпын ғой, араб тілі мен туған тілім ба не, араб тілін мен түсінбеймін. Ол арабтар да білмейтін, арабтар да мағынасын білмейтін аяттар бар. Арабтар емес, вообще, бана айттым ғой, білімді ғұламалар бар емес па? Солар тәпсірлеп бізге береді, бізге айтады ғой вообще. Ол кітап ол ғұламаларға арналған ба, саған арналған кітап бұл? Сен вообще
вообще жоқ, Құран саған арналған кітап па или ғұламаларға ғана арналған ба ол? бүкіл адамзатқа арналған кітап, бүкіл адамзат. Бүкіл адамзатқа арналған болса, оның ішінде сен түсінбейтін сөздер не алып жүр оның ішінде? Ысқақ, мен араб болсам, тілім араб, туған тілім араб болса, мен оны түсінуім мүмкінмін. Арабтарда түсінбейтін аяттар бар ғой оның ішінде. Ал неге түсінбейді, ал адам жазғаны болса? Неге түсінбейді? Сен айтыпсың, ол адамдар өздері жазып алған деп. Адамдар неше түрлі нәрсе жаза береді ғой, кім? Ербол. Сен қараш, ойлашы, сен адамдар ғұламаларын өздері тәпсірлеп беретіндей болса, неге онда оны адамдар түсіне алмайды, өздері жазып алған? Тәпсірлеп берген кезде, короче, былай. Сен өзің оқысаң, ол жерде, мынау не нәрсе деп сен шайқалып қалуың мүмкін да. Сол үшін саған бір адамдар сен шайқалмай дінде ұстау үшін саған түсіндіріп береді. Мына жерде ешқандай не жоқ, қайшылық жоқ. Бұл жерде мынау былай деп саған айтып береді. Сол үшін керек ол адамдар. Просто орғасқақ банағы нең қызық болды. Мен айтып тұрмын, мысалы, мен Ербол, сен тура жолға түсесің өзі ақырындап. Ақырындап тура жолға. Мен осы дінде бар ғой, иншалла осы дінде мен до конца қалам. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жолында, олай айта алмайсың. сүннеттік жолда Алланың қалауымен осында қалам, иншалла деп айтамын. Олай айта алмайсың. Потому что ля иляха илlallah Мұхаммедур Расулалла дегенде мен тілмен айтып, жүрекпен бекіттім, болды. Иншалла осы жолдан тайып кетпей, мұсылман болып өлсе мен арманым жоқ. Мен саған айтайын. Арманыңа жет. Мұсылман болып қияметте Алланың алдына барған кезде ұялмай, пайғамбар саллаллаху алейхи саламның алдына барған кезде ұялмайтындай үммет болсам, болды маған басқа. Жоқ, пайғамбардың түрін білмейсің ғой, қалай танисың оны деймін да ақыретте. Қияметте ма? Қияметте пайғамбар саллаллаху алейхи салам бізді таниды ғой, білесің ба? Сені қалай таниды? 100 миллиард адамды танимын. Артынан ерген үмметін таниды ғой. Қайдан таниды, білесің ба? Олар дейтін ауыздарына екі қолын шынта тізесін жуған жерлері қияметте нұрланып тұрады дейді, білесің ба оны? Сен дәрет алмайтын болса, сенің жүзіңде... Ол тізесінің нұрланғанын тұра тұршы, Ербол, тізесінің нұрланғанын қалай көресің? Адамдар тер болып, тері мойнына дейін кеп тұрмай ма? Дәрет алып намаз оққан жерлері нұрланып тұрады дейді қияметте. Сол нұрланғандарды жинай ма бір жерге сонда? Қараш, былай ғой, мысалы, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва салламға дейін қаншама мың пайғамбар болған, қаншама мың пайғамбар болған. Соның бәрі, нәпси, өзім деп тұрады дейді да, бәрі анжеде қияметтің азабын көргенде, бәрі өзім құтылсам екен, өзім деп, ата-анасы баласын тастап қашатын күн, анжеде бір-біріне қас дұшпан болатын күн, сондай уақытта жалғыз бір адам үмметім деп тұрады дейді. Ол пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям үмметіңіз деп тұрады да, анжерде бәрі өзім деп атқанда, анжерде бәрі өзім деп атқанда, бәрі өзін қарабасын ойлап құтылайын деп тұрғанда, тек пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям өзін үмметіңіз деп тұрады. Умма мен үмметім деп бар ғой. Сол кезде мен басқалар іздемей ма не сонда? Исхақ іздеген уақытта мен солардың арасында болып нұрланып, пайғамбарымыздың алдына барсам, арман жоқ. Жоқ, алдына явно барамайсың ау? Неге? Адам көп қой слишком уже, ойлашы, 100 миллиард адам ғой, примерно бір минимум бір 40-50 миллиард адам болады ол жерде. Сен елестетші, 40-50 миллиардтың ішінен кім қай жерден қалай көресің оны? Сен оны ақылыңмен ойлап тұрсың ғой. Енді ақылмен ойламағанда немен ойлаймын енді, ойлашы, бір тегіс поляда тұрсын 40-50 миллиард адам. Ол кім қалай көреді ол жерде? Қай жерге барып қалай табасың? Мен білмеймін, сен дейді, ақылға салып отырсың, кәдімгідей ақылға салып. Дұрыс қой, енді ақылға салу керек қой, енді қараш, ақылға салу керек қой, біреу бір ақпарат айтқан кезде, мынау өзі қалай деп кішкене сұрақ қою керек қой, ойлану керек қой. Түсінесің ба? Бұл әңгімелерді бір нәрсе айтайын, Ербол, қара. Мен бір нәрсе айтайын. Сенің айтып отқан дүниелеріңнің қазіргі заманға сай келмей қалып жатқан себебі, бұл әңгімелер діндегі адамдар аз кезде және діннің аумағы араб жерінде тұрған кезде ғана айтылған бұл әңгімелер.
Сондықтан да қазір үлкен масштабқа салған кезде что-то мағынасын жоғалтып қойып жатқаны да сондықтан. Енді ол кезде адамдар аз болды, ислам дініндегі адамдар аз болды, Арабия жеріндегі адамдар аз болды. Солардың ішінен енді пайғамбар көрсем көре алатын шығармын деп ойлаған шығар деп. Сонда Үлкен масштабқа кетіп миллиардтаған адамға барған кезде бұл проблеманы қалай шешетінін тек қана ақылға салма, немесе ол Аллахтың құдіреті шексізге барады. Ысқақ, Аллах Тағала Басқа решение жоқ уже. Иә. Ысқақ, Иә. Айт. Аллах Тағала бұл ислам діні мен Құранды қияметке шейін сақтаймын деген ғой. Жоқ, неге ол әділетсіздік қой? Неге сонда сен ойлап тұрсың ба, бұл қалай Жоқ, Аллах қара. Тағала өзі сақтаймын деп тұрғанда? Жоқ, басқа кітаптарын сақтамайды екен да, біреуін сақтайды екен. Басқаларын неге сақтамайды мысалы? Құранды Неге сақтаған жоқ басқа ешкім кітаптарды? өзгерте алмаған. Құранды ешкім өзгерте алмаған. Қалай өзгерте алмаған? Ол жинаған кезде ненің қосылып, ненің қосылмай қалғанын да білмейсің даже. Нені? Енді хадистер бар ғой, анау тасборан аятын ешкі жеп кеткен туралы. Аллах Тағала бұл Құранды да өзі сақтаймын деді ма? Сақтайды болды. Мен соған сенемін. Просто сен Жоқ, дискриминация ғой, мысалы, басқа пайғамбардың кітаптарларын оларды өзгертіп тастауға рұқсат береді екен да. Сонда әдейі Мұхаммед пайғамбардың кітабын жақсы қылу үшін басқа пайғамбарлардың кітаптарын былай утилге жібере салған бола ма? Сонда қалай? Олар да Құдайдың сөзі, Құдай өз сөзін қорғамай ма? Маған айтшы, киелі Аллах Тағаладан келген неше кітап бар? 4 кітап дейді ғой, бірақ енді оның алдында да біреулер болған ғой. Иә, 4 кітапты айта ма? Иә, ақли кітап дейді оларды. Иә. Енді ол кітаптарды неғып өзгертіп жібереді? Әдейі Мұхаммед пайғамбарға подводить етіп, соның кітабын ғана сақтау үшін аналардікін өзгерткізіп жіберіп отыр ма? Ең соңғы Алланың қасында дін ислам және ең соңғы пайғамбар Мұхаммед. Жоқ, бұл Құдайдың тарапынан әділетсіздік қой. Мұхаммед пайғамбардың келіп, соның кітабының соңғы болатынын біліп тұрып, алдыңғы пайғамбарлардың кітаптарын өзгертіп жіберуге мүмкіндік берген да. Сценарий солай кетіп жатыр да, байқасаң. Қалай сен өзгертіп жібергенде Құранды оларды қорғамаған ғой, мысалы қара. Егер өзгерте алмайсың да. Жоқ, мысалы егер атейсің ғой, мысалы. Тыңдасай, мысалы егер Таурат Құдайдың сөзі, оны қорғаймын деген болса, онда Құран керек болмай қалатын еді. Оны әдейі қорғаған жоқ Құдай. Таурат Құдайдың сөзі, оны қорғаймын деп Құдай өз сөзін өзі қорғайтын болса, сол кезде, онда Құран керек болмай қалатын еді. Құран түсіру үшін әдейі Тауратты өзгертуге рұқсат беріп отыр. Солай емес пе? Ысқақ? Солай ғой. Өз сөз дегенде кімнің сөзі ол? Сен айтып отқандай, Құдай өзінің алдыңғы сөздерін қорғамай, оларды өзгертуге мүмкіндік беріп тұр, кейінгі Құранға жағдай жасау үшін. Енді сен Құран дейтін бүкіл адамзатқа соңға осы қияметке шейін баратын кітап осы Құран ғой. Соңғы пайғамбар басқа пайғамбарларға әділетсіздік қой ол, басқа пайғамбарларға. Былай ғой, пайғамбарлар нешін жіберді Аллах Тағала? Пайғамбарлар жіберді. Не үшін жіберді болғанда, ол адамдар өзін мені Құдай жіберді деп айтқандар ғой. Бізге Құдай айтқан жоқ қой жиналыста, мыналарды сендерге жібердім деп. Ол адамдар өздері жариялағандар ғой. Жоқ, рас қой, рас қой, айтшы. Бізге ол адамның пайғамбар екенін бізге Құдай айтқан жоқ, адамдардың өзі айтты емес пе, мен пайғамбармын деп. Оларға сен пайғамбарсың деп айтқан кім?
Білмеймін ғой, олар әйтеуір біреумен сөйлестік, бүйттік, сөйттік дейді, ешқандай дәлел жоқ. Жәбірейіл алейхиссалам естуің бар ма? Жәбірейіл деген періштені ең үлкен. Оны сен тексере де дәлелдей алмайсың ғой, оның шынымен де Жәбірейілмен сөйлескен. Жәбірейілдің бар екенін де білмейсің даже, дәлелдей алмайсың. Оны бар ғой, Ысқақ, мен саған бір айтайын, ертең сен өлесің ғой, сол кезде көресің ғой үшін. Жәбірейіл айтып отқан сөзінің бәрін көресің. енді, может, саған да айтып ал. Может, көрмейтін шығарсың, қайдан білесің. А? Может, көрмейтін шығарсың, қайдан білесің. Көрмей қалсам жақсы. Мен көрмей қалсам жақсы, мен ештемен кетпейді. Кетеді. Ал сен көрмей қалсаң, сен кетеді. Сен онда құрдымға кетесің. Мен ешқандай жерім, ештеңе ертең. Сен ертең Жәбірейілге сеніп жүрген кезде, сен Әзірейілге сеніп жүрген кезде, ар жақтан Аид шығатын болса, кетесің қораға. Кім ол Аид деген? Аид деген өлілер патшалығының директоры. Ертегі болып ертегі емес, грек мифологиясында өлілер әлемін басқаратын құдай бар, Аид деген. Сол болуы мүмкін, мысалы. Гректер мұсылмандар ма, жалпы білмейді екен мен. Жоқ, мұсылмандарды ғана білесің. Гректер деген бүкіл өркениет пен ғылым білімнің басында тұрған адамдар ғой. Ысқақ, сен Аид дегенді бар ғой. Енді Аид деген грек мифологиясында бар ғой, сондай көп қой құдайлар, неше түрлі құдайлар. Көп грек мифологиясында. Ысқақ? Ербол, айт. Ысқақ? Айтсай, интернетің ұстамай жатыр сен. Ладно, Ербол, сен. Интернетің дұрыс болмай жатыр. Қарақшым, қол жеткізген қазанға, осы шақтар тарих болып жазалама. Айғы ертегілер жолдарға ең қымбат тарих болып. Байбақ, айта бер. Байбақ, сөйлейсіз ба, сөйлемейсіз ба? Сөйлемейтін сияқты. Қарақшымын, қол жеткізген қазына, осы сәттері тарих болып. Аид дегенге күліп атар. Неге күлесің сен жұрттың мифологиясына? Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Қалай жағдай? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы, шүкір. Вообще сенбейсің ба? Ау? Вообще сенім жоқ па сенде? Жоқ. Жақсы, бір сөзіңді айтып қалып едім да, мен мысалы ата-анамның мнениесіне қарсы шыға аламын деп, иә? Иә. Олардың сенімі де қызық емес та сонда. Олар жеке тұлға ғой, олардың өзінің сенімі бар. Сенің де әке-шешеңнің өзінің жеке сенімі бар, сен өзіңнің сенімі бар. Сен де бөлек тұлғасың ғой, тұлға ретінде мойындамайсың өзіңді. Тұлға дегенде, тұлғада сенім бола ма? Тұлға деген өз көзқарасын өзі қалыптастырады. Мысалы, ізденіп, қарап, жан-жақты ақпараттарға қарап, саналы түрде, сондай. Сен солай қалыптастырдың ба, мысалы, өзің сенімге қатысты көзқарасыңды? Жоқ, сонда мысалға айтамыз да, Құдайдың жоқ екендігін қалай түсіндірем? Сен осыған дейін сенде болды, иә, сен? Оны түсіндірмейсің оны. Либо сенесің, либо сенбейсің. Сен қайсысы өзіңе комфортный, сол жолмен жүре бересің. Сенде осыған дейін сенім болды, иә? Именно исламға, иә? Не өзгертті? Енді қазір сен байқамайсың, бірақ кішкене несең көп қой. Исламда ұйқаспайтын нәрселер, жалпы арабтарға берілетін басымдықтар, жалпы мәдени бір мүдделердің құлақтары қалтиды.
жақсы, енді біз айтасың ғой, көбіне араб қол деп жатасың. Енді негізі білесің ғой да, ол нәрсенің дұрыс емес екенін үйдеп айтудың. Араб құл деп айту ма? Мхм. Жарайды, мен саған айтайын. Сен қандай ат қоясың сондай адамдарға? Мұсылмандар деп. Мындай домбыраң деген ол құры таяқ қой, немене керегі бар оның? Дін тұрған жерде сенің ұлтың ештеңеде білдірмейді. Мен деген арабтарды үш себеппен жақсы көруім керек. Мен деген ата-анамды, арабтардың тұлғасы ата-анамнан артық. Мен Меккеге барып өлгім келеді. Қағбаны қорға десе қорғайым. Мен үшін деген арабтар деген, арабтың тілі деген асыл тіл дейтін адамды не деп айтайын мен саған? Давай. Енді қара, қазір 21-ші ғасыр. Қазіргі кезбен 14 ғасыр бұрынғы кезді салыстыруға келмейді, дұрыс па? Мен 14 ғасыр бұрын қазақ тілі сұраған жоқ. жоқпын. Жарайды, тоқта. Жарайды, тоқта. 14 ғасыр бұрын қазақ тілі деген болған жоқ, дұрыс па? Мен саған қазіргі ситуация бойынша не деп ат қоямыз, қалай айтамыз деп сұрап. Енді қазір сен ислам дінінің қазіргі күндегі мысалға кейбір нелердің, ғұламалардың кейбір сөздерін айтасың, келтіресің мына жерде видеоларыңда, дұрыс па? Енді қара, 14 ғасыр бұрын сол араб түбегіндегі жаңағыдай ситуация сондай болды. Сол жерден түсті. Мен араб түбіндегі ситуация туралы сұраған жоқпын. Неге сен сұраққа жауап бермейсің? Жоқ, енді араб құл дегенде сен енді не үшін арабқа түседі, не үшін қазаққа түспейді, немесе не үшін басқа ұлтқа түспейді деген сияқты айтасың. Жоқ, мен саған ондай сұрақ қойған жоқпын ғой. Сен даже менің не сұрақ қойғанымды ұмытып қалдың, басқа әңгіме айтамын деп. Мен қандай сұрақ қойдым саған қазір? Сен не деуім керек дедің, дұрыс па? Иә, мен жаңағы сипаттап берген нәрсенің бәрін айтып тұрған адамға сен қандай ат қояр едің деп сұрадым. Сондай адам жеке саған келіп айтты ма? Енді айтып отырмын ғой, сен сұраққа сұрақ қоймай, мен саған сұрап отырмын. Сұрақпен жауап беріп отырсың сенде. Пайғамбардың кеп тұрса мен сідігін ішемін деп тұр мысалы біреулер. Әке шешемнен артық ол адам деп тұр. Мен қазақтың жерінен, анау арабтың жері маған қасиетті. Қазақтың тілінен арабтың тілі асыл тіл деп атыр маған. Арабтың тұлғалары туралы айта береді қайта-қайта сол туралы. Құранды арабша оқымасаң, қазақша оқып болсаң, оның ештеңесін түсіне алмайсың дейді саған. Не дейін енді саған, айтшы. Жоқ, қара, салыстырған кезде ол жерде айтады, мысалға арабтың жерін қазақтың жерінен артық дегенде дін сол жерге түсіп отырғандықтан айтып отыр. Дұрыс па ол? Жоқ, қараш, адамда не болады ғой? Қара, мысалға сенде соқыр сенім деген нәрсе болады. Сен көрген жоқсың ол нәрсені, көрмейсің, сен жан дүниеңмен сезінесің ол нәрсені. Былай істейік. Араб жерінің қазақ жерінен артық болуына әсер ететін себеп айт, сосын мен оған қарсы себеп айтайын. Араб жерінің қазақ жерінен артық болуына қандай себеп бар? Діннің сол жерге түсуі. Басқа себеп жоқ па? Енді дұрыс, таразының бірінің сол жаққа түскені туралы, және дінді сол жерден шығарған адамдар осыны айтып отырған. Дінді шығарған өлкенің адамдары сол өлкені қасиетті, дінді шығарған өлкенің адамдары сол өлкені қасиетті деп айтып отыр. Дін түскені үшін ғана, бір ғана себеп болатын болса. Енді қазақтың жері сен үшін қасиет, қадір қасиеті жағынан арабтың жерінен неге артық болу керек? Біріншіден, сен осы өлкеде туған болсаң, сенің бүкіл ата-бабаң осы жерде жатыр. Біріншіден. Екіншіден, сенің осы жерге кіндік қаның тамған. Сен де осы жақтың топырағына аунап өскенсің. Үшіншіден, осы дала қазіргі кезде сенің мемлекетіңнің ресми территориясы, шегенделген территориясы болып саналады. Төртіншіден, осы территорияны аман алып қалу үшін кезінде талай адам қан төккен. Сенің бүкіл мәдени ескерткіштерің мен естеліктерің, сенің ата-бабаңның естеліктері осы далада жатыр. Енді осы дүниенің бәрі саған мәдени, тарихи
генетикалық жалпы сенің тарихың мен мәдениетіңе ешқандай қатысы жоқ бір өлкенің сол өлкедегі адамдардың дінді шығарғанынан ғана артық болып кете ма сонда? Енді қара, саған сондай бір заң құрылады да, әрбір 30-ға толған адам Астанаға барып, бір нәрседен тіркеуден өту керек белгілі бір жерден. Сен мысалға қайда тұрасың? Мысалға сен Атырауда тұрасың или Ақтауда тұрасың. Сен 30-ға толған кезіңде Астанаға барасың ба, сол нәрсеге тіркеуге? Ол заң міндеттелді. Астаналықтар міндеттеген ба оны? Қазақстан Республикасының заңына бекітті. Сол нәрсені ол заңды әртүрлі өлкеден шыққан адамдар, әртүрлі өлкеден сайланған депутаттар, яғни олар халықтың өкілі ретінде барып, аймақтардың бәрінің консенсус негізінде жасалған ба, или Астананың халқы ғана отырып алып, болды Астанаға келіңдер, сендерге парыз деп жатыр ма? Жоқ, белгілі бір енді ол нәрсені кәдімгідей басынан бастап ойланып, сондай нәрсеге келді да, кәдімгідей сол заңды шығарды. Кім келді оған? Астананың халқы өздері ғана айтып жатыр ма? Типа 30 градус неде? Сол заң шығарушы орган айтып жатыр. Минус 30-да бізге келіңдер деп Астананың халқы сөйтіп заң шығарып жатыр ма сонда? Сұрақты қай жаққа алып кетесіңдер? Мен саған басында айттым ғой, екі жағында екі түрлі себептерді мен саған айттым. Енді қайсысы сонда тек қана дініңнің байланған себебі сенің мына жақтағы бүкіл түп тамырыңды басып кете ма, соны айтшы. Так, қара, сен бір жерде екіншіден артық, сен екеуін бірдей көре алмайсың ба? Бола ма олай? Сен көре аласың ба? Иә? Басқа қандай проблема онда? Сен қара, мысалға ол жерді діннің түскені үшін маған негіздеп түсіндіріп берсең, мен көрейін. Жоқ, жақсы. Дінді сол жерге түскені үшін жақсы көруге бола ма? Жоқ. Не үшін? Себебі ол діннің ол жерге түскенде ол жердің ешқандай үлесі де ештеңесі жоқ. Жоқ, енді сол жерде, мысалға, Алла сол нәрсені бұйырды да, қағбаны салып сол жерге. Жоқ, оның не керегі бар оның? Қалай не керегі бар? Мына бүкіл жер Алланікі болатын болса, неге бір үйге баруға парыз сонда бәріне? Қарашы, әлемде жердің барлығы Алланікі болса, бірақ жерде адамдардың ішінде әртүрлі дінді бұрмалап кетіп жатқандар бар, дұрыс па? Барлық адамға бірдей сана берілмеген, дұрыс па? Сонымен діннен басқа ол өлкеге сені ынтық қылған себеп жоқ қой. Иә. Ал мына жақтағы таразының екінші басындағы нәрселер сенің дініңнен келген құндылықты басып кете алмайды ешқайсысы. Қара, мен қазақтың жерін мен бір нәрсемен кемсітіп отқан жоқпын. Менің туған жерім, мен бұл жерді қадірлеймін, қастерлеймін. Бұл жерде ол жерге байланысты нәрсе жоқ, бұл жерде. Жоқ, қастерлегенде не үшін сенен басқа, сол сен туған жеріңнен басқа жер неге саған қасиеттірек? Саған түк қатысы жоқ қой негізі, по сути, ол жерлердің. Соғып жатыр. Жақсы, онда мынандай нәрсе, жақсы, атеизмге келіпсің енді, мысалға сен айтасың да, имамдар неге осылай етіп айғайлап, имамдар неге осындай етіп айғайлап, бәріне жар салып жатыр мұсылман. Қазір соғып қалып жатыр, ислам дінін таратып деп. Сол нәрсені өзің айтасың да, бірақ осындай нәрсені мында тиктокта жариялап отырсың да,
ол енді өзіңнің айтып отқаныңа қарсы емес. мен ол әңгімені кімге не үшін айтқанымды түсінсе бірінші, мен айттым ғой, оны тура маған келіп тиісетін адамдарға айтып жатырмын. Мен сөйтіп имамдарға тиісетін болсам дұрыс па деп айтып жатырмын. Мен имамдардың ешқайсысына барып уағыз айтпа деген әңгіме айтқан емеспін. Бірақ олар айтты екен, олардың айтқан әңгімесіне қатысты пікірімді білдірем, дұрыс. Мына әңгімені айтқан кезде олар неге мен ол нәрсені олар байқап сөйлесін деп айтам. Неге? Себебі бір мұсылмандар келеді да жаңағындай олардың небір айтқан сандырақтарын ақтай бастайды. Сосын олай айтылған жоқ деп бой бермейді. Тілге қарсы сөйлеп атса да, бәріне қарсы сөйлеп атса да, имамға шаң жұқтырмай отырып алатын қазақтар шықты қазір. Сосын айтады, мен айтам сендерге, дінге сандырақ айтқан имамның зияны 1000 атеисттен артық. Ананы естіген шала мұсылмандар немесе бүйтіп жүрген адамдар кетіп қалады одан діннен. Не сандырақ мынау деп. Сол үшін олар абайлап сөйлейді. Ол жағын түсінемін. Мен өзімде де жетерліктей біреуге мынандай нәрсе деп үйрететіндей діни білім болмағандықтан мен бұл жерде мынау бүйтіп айтты, мынау сөйтіп айтты, мынанікі дұрыс деп айта алмаймын мен саған. Имамдардың ішінде де өзі именно сол неден жаңағыдай діни басқармадан бекітілген адамдар бар. Солардікін тыңдаймын мысалға да. Сол бекітілген адамдар ғой неше түрлі сандырақ айтып жүрген. Солар сандырақ айтқан кезде мынауыңыз дұрыс емес деген адамдар аз болып отыр да. Көп қорға бөледі ана имамды. Пайғамбар рұқсаты оны. Өткенде Қабылбек сөйтіп айтқан кезде де талай адам қорғады ғой соны. Ойбай, ол ұстаз бүйтіп айтқысы келді, сөйтіп айтқысы келді. Жақсы. Сонда енді өзгермейді да? Не өзгермейді? Осынша адам кіріп жатыр. Істейміңа айтып жатыр, ескертіп жатыр. Енді мұсылмандікі ескерту ғой тек. Оларда да айтылған. Өзің де білесің ғой енді ол жағын кезінде болдың. Егер де сол нәрселер дәлелденіп жатса, сенуге дайынсың ба? Нені дәлелдеп жатса? Ол кезде ол сенім болмайды, ол кезде білім болады ол. Сен сенбейсің да, еш нәрсеге? Жоқ сенбеймін. Ролан, рахмет. Байтана, алыс. Адекваси. Ладно, жақсамы. Жақта бір кісі сұрап жатыр еді. Так, мен сразу айтам, эфир 19:30-ға дейін. Максимум 19:35-ке дейін. Сәлем, қалайсың? Жақсы өзің қалай? Өте нормально. Сенің аты-жөнің кім болады? Мен танысқым келеді жеке өзім. Жассың? Мен таныс емес адамдармен таныспаймын. Жақсы, давайте енді дискуссияны бастайық. Мен жасым 27-де, мен сенімен толығымен келісемін. Жалпы бірақ сенің религияға деген көзқарасың қалай дегенді, мысалға мен өзімдікін айтып кететін болсам, жалпы тобырдың, қоғамның немесе қала республикалардың ең бірінші цивилизациялардың Шумер, Тигр, Ефрат өзендерінде пайда болудың ең басты себептері ол әртүрлі идеологиялардан, олар бір халықты бірге біріктіретін идеология болды. Сол в основном лидерлар үлкен кісілер болды. Олар опыты көп, өмір көп көрген, и олар жастарды тәрбиелейді, өзінің түсінігі бойынша қоршаған ортаны түсіндіреді. Солай бір тобырда идеология болады, сөйтіп басқа бір жерде тағы бір тобыр пайда болады, сөйтіп города республика дейді ғой, сондай бірінші мемлекеттер пайда болады. Сөйтіп жалпы религия солай идеология ретінде қалыптасқан. Сен өзің қалай ойлайсың? Енді ол бер жағы, арғы түп тамыры вообще социальный өмірден басталады жалпы. Келісемін, конечно, мемлекеттерден бері. Жалпы социальный строй қалай күрделенді, содан кейін дінде күрделене түскен нәрсе. Әркім мүддесіне пайдаланатын идеологияның бөлігі бар. Енді қандай пікірің бар, не нәрседе келіспейсің, мен соны түсінбедім. Мен сенімен келіспейтінім жоқ, просто дискуссия жалпы ойымыз бір жерден шықпаймын, соны білгім келген еді. Қандай мәселеде? Жалпы вообще религия жайында, құдайдың жоқ екендігінде, жалпы вообще бірақ енді
құдай жоқ болғанымен де ол идеология и соның кесірінен көп конфликттер болғанмен де оның рөліне көзқарасын қалай екенін білгім келіп тұр. Может, сол жерден келіспейтін шығармыз. Менің оның рөлі қазіргі государство, мемлекеттің пайда болуындағы үлкен рөлі бар деп есептеймін, религияның, кез келген религияның. Өйткені бір ұлттың біріктіруіне, жаңағы ұлт, нация деген понятие тоже новый нәрсе ғой негізі. Бұның бәрі воображаемый нәрсе ғой, бұның бәрі воображаемый. Конструкт. Иә, конструкт нәрселер. Егер сен философ Сартрды білетін болсаң, оның анархизм несі бар, философиясы бар, онда ол абсурдизм деген нәрсе туралы айтады, яғни барлық нәрсе конструкт, яғни қоршалған, адам өзіне қоршаған ортаны түсіндіру керек, себебі іздейді өмір сүргендіктен. И оның айтуы бойынша өмірде жаңағы не жоқ, справедливость жоқ, и сен өмірден справедливость іздейтін болсаң, это несправедливо по отношению к самой жизни, которая не может быть справедливой деп айтады ғой. Жалпы тіршілік, мына тірі тіршіліктің табиғи іріктеуі өлімнің үстіне құрылған нәрсе ғой. Өлмей адбор болмайды да. Өлмей адбор. Әрине, өлім, әділетсіздік, сол нәрселер, ол прогресс бәрібір ненің, двигательдің прогрессы бәрібір ше. Прогресстің двигателі бола береді ол нәрсе. Әрине. Мысалға, мен жерде Чарльз Дарвиннің теориясына толығымен келісемін. Бұл жерде эволюцияны көп адам дұрыс түсінбейді. Сен Парасат майданын көруші ме едің? Барлық шығарылымын көргем, осы соңғы жарты жылдағысын ғана көрмедім, қалған бәрін көрдім. Осы жақында жаңағы предыдущий выпускта Чарльз Дарвиннің теориясы неге конфликт тудырады деген жайында дискуссия болды. Өте қызық ойлар көтерді. Жалпы мен ол жайларды өзім білем. Өзім биология бойынша жоғары білім алғам. Мен әртүрлі салаларда білім алғам жалпы. Тарих болсын, халықаралық қатынастар болсын, барлығынан білімім бар. И маған бір өте қатты қызық болатыны, то, что жаңағы жас жігіт лингвисттің айтқаны бар ғой, неге конфликт тудырады эволюция. Ол бірінші жаңағы уақыттың ощущениесі адамдарға, мысалға, неге маймыл адам болып кетпейді деген сияқты. Айналайын біздің олармен общий предкіміз 1,5 миллион жыл бұрын өмір сүрген, даже одан да көп шығар, мен даже түсіндіре алмаймын да қанша. Өйткені біз адамның шамамен өмірі примерно 80-60 жыл, былай грубо говоря. И сен никак түсіндіре алмайсың оны. Сен ол өз өмірінде көрмейсің, сенің немерелеріңде, сенің арғы немерелерінде оны көрмейді ол процесті. Сол себепті олай жаңа қабылдау түсініксіз де оларға. Екіншіден, адамды олар жануардан жоғары деп есептейді почему-то. На самом деле біз тоже самые животныймыз, по сути. И ешқандай артықшылығым жоқ, кроме как сознание деген нәрсе бар, оны әлі дұрыс зерттеп түсіне алмай жатырмыз, бірақ ол уже статьялар оқығам научный, ол ең жақын нәрсе, ол память. Долгосрочный память, ол получается сол продукт сознание, продукт долгосрочной памяти, орысша айтқан кезде. То есть сен ұзақ память болғаннан кейін сен алдындағы қабырғаны көресің, жанындағы қабырғаны көресің, сөйтіп көзіңді жұмсан да сен оны уже елестете аласың, өйткені сенде долгосрочный памятьта сенде пространство бар. И сол пространствода сен қозғала аласың, алдыға да артқа да өзіңнің басыңда, то есть сознанияңда. И ол тек қана материалдық заттарға да емес, абстракттық ойларға да әсер етеді, солай сенде сознание қалыптасады деген статья оқыған, керемет. Өзің жалпы не ойлайсың сол туралы? Иә, дұрыс. Жалпы сознание бәрібір ол продукты, дамыған мидың продуктысы ғана ғой, былай. Сверхъестественный еш нәрсе емес сол жерде. И мимен түрлі манипуляциялар жасауға болады, ми шатасады, ми подвержен когнитивті искаженияларға, галлюцинация басқа, миды алдап кету оп-оңай да вообще. То же самое дежавю сезімі, сенің миың ерінеді, просто саған дополнительная информация жасауға жіберуге, и уже кішкентай схожий информация көріп қалса, ол алдында болған ситуацияны миың саған бере салады, и сенде как будто сол ситуацияны көргенде чувство болады дежавю. Немесе сонный паралич, түнде басылып қалу деп, соны көбінесе религияға келген адамдармен әңгімелессең, содан қорқады екен қатты, соны шайтан, ол бұрынғы заманнан бері келе жатқан қорқыныш, оны түсіндіре алмаған, бірақ оны научный жолмен уже әбден түсіндіруге болады. Ол жаңағы кеудеде давление болған кезде, және де миың оянып, денең ұйықтап жатқан кезде болатын, сенің миың саған әртүрлі жаңағы галлюцинация көрсетеді. В основном ол жаңағы қара бір пішін, немесе кеудеңде отырған бірдеңе деп айтады. И сен қозғала алмайсың, бірақ сознаниең болады. И содан кәдімгідей кислородный голодание бола бастаған кезде уже галлюцинациялар болады ғой, по-любому. Иә, әбден. Соны көп адам түсінбейді. И мен ол нәрселердің бәрін апофения, бәрін неге каналға, парақшаға бір видео жасап сап қойғам солар туралы.
дұрыс мен қарап шықтым, мен сенде часто осы ректан шығып тұрасың, сол бір рет осы прямойына кіріп көрейінші деп өзім сияқты әлемге көзқарасы бар адамдармен, конечно, дискуссия құрған өте ылғи да ұнайды маған. Өкінішке орай бізде бұндай жаңағы тұлғалар өте аз, көбінесе критикамен қарайды. Мындай критика дегенде критическое мышлениемен қарамайды, именно ешқандай обоснованиясыз критикамен, өзінің сенімімен, верамен етеді. И мысалға философияда, филология деген бар ғой, тіл ғылымы, соның өзінде де философиялық не бар, түбір бар. Кез келген сөздің философиясы бар. Неліктен ол сөз солай аталады? Мысалы, орындық неліктен? Өйткені ол орынға байланысты бір философия. Енді бір сол сөз туралы айтатын кететін болсақ, мен Құдайға сенемін дейді да. Мұнда сенемін деген сөздің өзі доказывает, что Құдай, скорее всего, жоқ. Өйткені сен сене аласың, сен білмейтін нәрсені ғана. Егер сен Құдайға реально оның бар екенін білетін болсаң, сен Құдайды білемін деп айтасың. То есть я знаю то, что Бог существует деп айтасың да. А если я верю в Бога деп айтсаң, сен веришь, не веришь, ол уже, знаешь, типа, веришь в то, что ты не знаешь, по сути, былай қарасаң да, білмейсің сен. Поэтому и ондай нәрсені алдында сен бір күркін кеткен бір выпускың болған, сен тоже прямой эфир, типа, онда аяз атаның жоқ екен дәлелдеші деген кезде, ол тоже сол пример бір жерден көрген шығармыз соны екеумізде. Егер жаңағыда ол неде ғылыми жолда екі жол бар ғой дәлелдеудің, қателіктің: верификация и фальсификация деген бар да. Верификация болатын болса, мысалға барлығы аққу ақ десең, верификациямен сен барлық аққуды қарап жүресің да, ол 1000-нан миллионнан асып кетуі мүмкін, қара аққуды таппай қалу мүмкінсің ақырында. И сонда сен 100 шақтысын санайсың да, барлық аққу ақ деп жаза саласың. А фальсификация амалымен сен именно қара аққуды іздейсің да, соны ертегі тауып қоясың да, ол қате нәрсе. Барлық аққу ақ емес. Даже атысы ғой аталады ғой, оның Black Swan fallacy деп аталады ғой. Сол фальсификация амалы. Сол фальсификация амалы ол нағыз ғылымды дәлелдейді. А верификациямен зерттелген нәрсе ол лженаука деп аталады. И мысалға верификациямен прикол в том, что сен Санта-Клаустың бар екеніне көзің жетеді верификациямен. Өйткені сен Санта-Клаустың бүкіл свидетельствосын көресің, елкалар, праздниктар, подароктар, әртүрлі сақалы бар адамдарды көресің, сонымен ойлайсың, бәрі бар деп айтады, ойлайсың, и верификациямен бар дейсің. Сондай өкінішке орай бізде қоғам көбінесе жаңағыдай ғылыми ойлаудан көрі сол верификациямен оңай жауапқа жүгінеді. Былай философиялық оқу, бірдеңе оқу іздену үлкен уақыт алады, оған бастарын қатырғысы келмейді. Ол өкінішке орай біздің қоғамға да байланысты шығар, то, что ақша табу күнкөріс, и оларға оңай, Ницше айтқандай религияны алкогольмен салыстырады ғой, обезболивающий деп. И по сути сондай бір не керек, оңай дәрі керек, который өмірге мән береді, ары қарай жүретін, немесе қиыншылықта бір өзінен алып шығатын бір слабительный сияқты. Оған былай іздеп уақыт болуға, мысалға мен өзім әке-шешеме өте қатты ризамын, маған осындай мүмкіндік берді, мен өзіме ізденуге, білім алуыма. И ашқандай андай не көрген жоқпын, қиыншылық көрген жоқпын. Ал андай қатты дінге кіріп кеткен адамдардың в основном хал жағдайы кішкене нашарлау болады, именно уақыты болмаған, немесе білімдік жағдайы жетіспеген, немесе отбасы сондай болды, например, догматикалық кішкентай кезінен бастап. Кішкентай кезінен догмаға кіріп кетуі, баланың өмірге, дүниені тануға деген көзқарасын тұмандап тастау, ол баланың қысқасы минимум бір 2-3 жылын алатын дүние болады, егер ол бала еркін ізденем дейтін болса, ананың бәрінен арылып біткенше оған уақыт кетеді. Сосын және де қоршаған ортаны тануда басқа тілдерді оқу өте маңызды. Мен өзім 5 тілде сөйлеймін: қазақша, орысша, ағылшынша, жапонша, немісше, кішкене мадиярша да, венгр тілін де білемін. И мысалға әр тілдің, жаңағы филология алдында айтып кеткеніндей, әр тілдің бір сөзді, бір затты атауында өзінің философиясы болады. Ол философия жаңағы ұлттың өзінің тіл арқылы, әлемге деген көзқарасы арқылы, жаңағы тіл содан пайда болады ғой. И получается, сен әр тілді үйренген кезде, сен әр заттарға әртүрлі ракурспен қарай аласың. Сенің жаңағы көзқарасың 2 есе, 3 есе, 4 есе үлкейеді, мысалға. Даже мынадай нәрсе бар, даже языковая личность деген түсінік бар да? Тілдік тұлға деген түсінік бар да, лингвистикада. Мысалы, сен былай байқаған кезде де адам әртүрлі тілде, әртүрлі тұлғалық немен, образбен сөйлейді жалпы.
иә бір иә бір иә әбден ойды, бір келісемін. мәселелерді көтеру, бір мәселелерді айту, өз тіліңде қиын нәрсе басқа тілмен сөйлесең жеңіл сияқты көрінеді да. Ол қанша тіл білсең сонша тұлғасың деген шынымен де рас. Ол рас, иә. Өйткені мен өзім жапон тілін оқыған кезімде өзім қатты сыпайы болып кеткенімді, кешірім көп сұрайтынын байқай бастадым. Және де ұрысу қиын да жапон тілінде. Орыс тілінде сөйлесем, мен өкінішке орай, білмеймін, орыс тілі сондай шығар, көп оқтай бастаймын, жаңағыдай боғау сөздерді көп пайдалана бастайсың, оған өзім қарсымын, бірақ орыс тілі эмоцияларды солай білдіруге өте ыңғайлы тіл да, андай уличный тіл дейді ғой. Бірақ андай тоже научный статьяларды айтқан кезде тоже орыс тілі өте ыңғайлы болып келеді. Өкінішке орай бұл жерде қазақ тілі кішкене қиындау, кішкене артта қалып қойған, дамымай қалған тіл да, өкінішке орай осындай кезде. Мысалға ағылшын тілінде сөйлесем, мен больше андай сленг сияқты сөйлеймін, американдық акцентке қаттырақ үстем қоямын. И неміс тілінде мен өте жаңағыдай асықпай сыпайы сөйлеймін. Ол тоже әртүрлі личность, и не только, дауысың тоже өзгереді тілге байланысты. Бәрі өзгереді. Өткенде Дудьтың ана китаист бар ғой, Китайды зерттейтін кісі, қытайша сөйлеген кезде дауысы, интонациясы бәрі вообще өзгеріп кетеді. Себебі Қытай тілі тондық тілді, кейбір тілдерде мысалы тон сөздің мағынасына әсер етеді. Ол жерде кәдімгі звучание вообще адамның личности басқаша болады ше. Мында чатта қазақ тілін түсірді ма деп айтып жатыр. Жоқ, мен түсіріп жатқан жоқпын. Қазақ тіліне даму керек. Мысалға жапон тілін алатын болсақ, жапондар, олар жаңағы артты қалып қойған тіл болды оларда, бірақ оларға жаңа сөздер келген кезде олар жаңа алфавит ойлап тапты, катакана деген. Ол тура сол өздерінің хирогана деген алфавитмен бірдей, бірақ жазылуы басқаша да. И сол сөйлемде жазған кезде олар шетелдік сөздерді сол катаканамен жазады, және де оригиналдық түбірінде жазады. Мысалға біз сияқты там телевизорда теледидар деп аудармайды, өздерінің сөздерімен там тереби деп, немесе ағылшынша айскримді жапондар айсы кримбу деп айта салады мысалға. Сол сияқты қазақ тілінде де мысалға жаңағы ғылыми болсын, жаңадан келген нәрселерді орыс тілінде болсын, ағылшын тілінде болсын, сол тікелей мағынасында пайдалана берсек, онда тіліміз тірі болып ары қарай дами береді. Егер біз өзімізді қинап жаңағы нететін болсақ, онда тілдің ыңғайсыздығы көбінесе шыға бастайды да. И біз мысалға уже деген сөздің өзін өзге ыңғайлы да ол сөз. Өйткені қазақ тілінің грамматикасына уже деп айту ұзақ болып кетеді. Сондай ыңғайлы нәрсені тілді ыңғайлы қылдыру керек қой пайдалану үшін. Ол бірақ бәрібір ол ыңғайландыру процесі, ғылыми тілге айналу процесі бәрібір қолданушылардың саны мен қолданушылардың белсенділігіне байланысты болады да. Қолданушылар қаншалықты қажеттілік туғыза алады, қаншалықты қолданысқа енгізе алады, қаншалықты оны бейімдей алады. Мысалы ағылшын тілінің әлемдік тілге айналуы ол империялардың салдары ғой, былай айтқан кезде. Үйренушілер көп болғаннан кейін ол тілдің, былай айтқанда ағылшын тілінің грамматикасы бәрі басқа тілдермен салыстырғанда әлдеқайда жеңіл да. Әлдеқайда жеңіл. Мені жапон қыл деп жазып жатыр. Бізде мен Жапонияға қызығушылығым жайдан жай пайда болған жоқ. Өзіміздің Алашорданың басшылары жапонист деп кезінде атылған болатын. Жапон моделіне өте қатты қызықты. Неліктен десеңдер, 1904-1905 жылы анау біз қорқып жүрген Ресей империясы бір Азиядағы ешкім білмейтін кішкентай елден жеңіліп қалады соғыстан, Жапониядан. Сол кезде біздің жаңағы Алашорданың нелері, политиктары қарайды да, олар біз сияқты азиаттар, мынау орыстар, европеоидтарды басшыны талқан етіп шығарып жеңген. Сонда біздің де қолымыздан келеді дегенде солардың моделін зерттей бастайды. Ажағын толығымен білмеймін. Алихан Бөкейханов жаңағы неге Жапонияға барып келген дейді, біреу бармаған дейді, бірақ ақырында да оларда японист деп кезінде империя атқан болатын. Сондықтан Жапонияның моделін негізі зерттеу өте тиімді. Мен өзім 2 магистратурам бар. Жоғарғы білімнің майын кәдімге ағызып білем. Енді докторантураға қазір ойлап жүрмін. Сол Жапонияға түсіп, Қазақстанға именно Жапония, Корея, және де жаңағы ағылшын, Америка болсын, солардың жұмсақ күш дейді ғой, мягкая сила деген нәрсе бар. Соның керектілігі, қажеттілігі жайында бір ғылыми жұмыс жазғым келеді. Себебі біз сияқты аса қатты армиясы мықты емес, экономикасы мықты емес елдерге, мысалға кішкентай Корея әлемге дәлелдеп тастады. Қазір бәрі көретін игра в кальмара, жаңа кей-поп болсын, жұмсақ күш арқылы бүкіл әлемді мойындатып, бюджетіне ақша қосып отыр. Мысалға сол ойындарды 2-ші сезонда көрсеткен ойындар, асық ату сияқты, ләңгі деген сияқты біздің ойындар ғой. Неге оны әлем әртістер арқылы танып жатыр? Өйткені олар сол жұмсақ күшке өте үлкен ақша қосып, жаңағы поддержка беріп қолдап жатыр да. Бізге де сондай жұмсақ күштің моделі керек деген сияқты өзімде ой бар.
сол на основе японской, корейской, жаңағы америкалық жұмсақ күштің Қазақстанға қандай жұмсақ күші болу ретінде, қандай болатын ретінде бір ғылыми жазғым келеді өзім. Бәрекелді, дұрыс, керемет. Красавчик, реалист. Мынау астында саған жазып жатыр. Біздің жамағат негізі осындай адамдар жақсы көреді, көп жазып жатыр, қолдап жатыр, молодец деп айтыр. Жазылыңыздар реалистке. Если что, арасында пайдалы ақпаратпен, біліміңізбен бөлісіп эфирлер ашып отырыңыз. Барамыз, көмектесеміз, поддержка жинап беремін. Мен қуанып отырмын қазір 600 адамды осы уақытқа дейін жинап қойғаныма, чтобы сіз сияқты адамдар келіп осындай пайдалы ақпарат айтқан кезде анау билеп отырған клоундарды емес, осындай адамдарды тыңдауға тыңдайтындай мүмкіндік жасағанда мен қуанып отырмын. Мысалы сізде қазір эфир ашсаңыз болады, мысалы арасында танымдық, не обязательно мынандай тематика, теология, жаңағы религия деген бағыттар емес, қызық танымдық бір бағытта стримдер ашсаңыз, сізге барып мен сізге қосылып, мысалы аудиторияны тартып солай не қылуға дайынмын да. Жалпы білімді орта көп болатын болса, бізде тиктокта да қызық болады деп ойлаймын, хотя бы бүйтіп құр листать етпей пайдалы бірдеңелер алып кететіндей ше. Иә, мен өзім сенің неңді страницамен де часто шығып отырды, в основном жаңағы неге байланысты әртүрлі конфликттар, өте қатты діншіл адамдар саған андай ойға сыйымсыз нәрселерді, догмаларды тыққылауға тырысып жатыр. Сен оларға қанша айтсаң да оларда непробиваемый болғаны сондай конфликтный видеолармен де өте көп шығып жатты. Содан көріп қызығып осы баламен сөйлесіп көру керек еді негізі деген сияқты ой туып, бүгін қарасам эфирде отыр екенсің. Осындай. Иә, керемет. Мен осындай мынандай адамдардың барына қуанамын. Жалпы қазақ тілді және қазақи ортада осындай адамдар болғанда қуанамын. Көп болса деп ойлаймын. Негізі біраз осы сен айтып отқан жолда жүрген, шетелде оқыған адамдар осы парақшада бар негізі біраз адамдар. Өйткені көбіміздің ойымыз ұқсайды. Мен өзім шетелде оқыған жоқпын, бірақ сонда да жалпы әлемге деген көзқарасым ұқсайды. Жан-жақты адамдармен кез келген тақырыпта пікірталасу жеңілді. Өйткені базовый нәрселерге қырылып отырмайсың. Бір кішкене мәдениет, білім деген нәрсе болады да. Иә, мысалға мен бір аса қатты күлкім келетін нәрсе, енді күлуге тұрарлық деп те ойлаймын. Сол бір адамдардың мысалға қоршаған ортаның ешқандай ғылыми тұрғыда түсінігі жоқ. Мысалға кез келген жаңбыр неліктен жауатын, жаңа молекулярных уровеньда гидрология бойынша, жаңағы эвапотранспирация деген нәрсе туралы білмейді. Мысалға мен 3 диплом бар, 3 түрлі не бойынша, мамандық бойынша. Соңғы мамандығым именно Қазақстан үшін арналған, жаңағы жабанқұл деп айтқандарға жауабым Қазақстанның болашағы үшін мен шетелге барып су басқару және дипломатия деген мамандықты оқып келдім. Оны көбісі білмейтін шығар, Қазақстанның 50%-дан астам су ресурстары шетелден келеді. Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан, Ресей, Қытай деген елдерден келеді. Біз оларға тәуелдіміз. Ертең олар бізге суды жауып тастаса, біз ертең қырылып қаламыз. Сол себепті бізге солармен сөйлесетін дипломаттар керек. Сол үшін сондай мамандықтарға оқыған болатынмын. Сол жалпы сондай әртүрлі елдерден тақырыптардан білімім болғандықтан мен кішкене әлемде қоршаған ортадағы процестерге кішкене түсінігім бар да. Там биология бойынша клетка қалай устроены там да. Иә, жалпы табиғат. Енді сол жалғастырып айтып кетсем бір бітіп қалдым да. Сол жаңа шөптің қалай өсуі деген сияқты барлығын ғылыми түрде менде білім бар. Мен ботаниканы да, териологияны да, барлығын, зоология бәрін оқығанмын. Мен барлығын білемін, философиядан да білемін. Енді мен күлкім келетіні сол жаңағы бір дінге, догмаға кіріп алып, соларға бір қарапайым бір сұрақ қойсам соған жауап бере алмайды ғой. Сол жауап бере алмай тұрып, саған әлем қалай устроен екенін түсіндіргісі келеді. Мен соған күлкім келеді. Сен қарапайым жаңбырдың неліктен жауатынын даже түсіндіре алмайсың. Жаңағы не бойынша, метеорология бойынша да. Маған кәдімгідей жаңағы вселенной бір 7 күнде пайда болған деген сияқты, жаңағы черные дыры как устроены деген сияқты нәрселерді түсіндіремін деп жатқанға мен ешқандай несі болмай, ғылыми дегри дейді ғой ағылшынша, сондай болмай. Степень, орысша степень дейді. Оны соған айтам да, типа қоя сал деймін. Дұрыс, базовый нәрсеге келтіре алмайды да, базовый нәрсені түсінбейтін кішкене қиындық жағдайлар бар бізде.
жалпылама жақсы реалист, рахмет. Сол Алғыс. жақсы, сенімен танысқаныма. Саған біраз адам үміт артып жазылды, енді жаңа 300 бірдеңе еді, 463 па сондай болып қалады пишең. Рахмет. Жақсы. Если что, эфир ашырып жатсаң, маған жазыла сал. Жақсы. Шақыр, барамыз. Давай. Аха, жақсы, рахмет. Айтпақшы, айып етпе, жаңа басында сен не сұрағанға, менде неадекватный адамдар көп та, жаңағыдай. Кімсің, қайдансың деп сұрайтын. Сол кезде саған кішкене сәл агрессивныйлар жауап берсем, айып етпе, кешір. Себебі ондай нәрсе болады енді. Отырасың да, нервничать етіп, біртүрлі адамдармен ше. Сосын тура тағы бір сондай адам ба деп әңгіме айтып қаласың, келе болады. Кешірім сұраймын. Если артық бірдеңе айтып жіберсем. Бывает, я сәл грубыйлау жауап берген ғой басында. Енді білмейсің ғой кімнің кім екенін. Қой қайтайық қысқақ дейді. 28 кетті ма? Так. Ё-майо, CLT. CLT is back. Рахмет, рахмет. Бәм, бәм, бәм. Сосын өткендегілерің дұрыс болмады. Ана қызға өткенде менімен бір кісі батыл жіберіп қалды. Давай, go battle, go battle. Құдай жоқ Battle, go battle. Құдай жоқ. Сен что тоже, бля, Құдай жоқ дейді. Құдай жоқ деп, сен қайдан білдің де? Біз сенбейміз. Зарина сен просто жоқ дейді. Сенбейміз. Құдай жоқ дейді. Сен Зарина неге бұларға бәлірге айттың Құдай жоқ деп? Ей, қарындас, сен есімің кім? Ана жаққа жазып отырмын. Кәдімгі кісілерді өшетір. Битіндер жамағат, андай грубый, боқтау сөздер жазып, ауыр сөз айтпаңдар менімен батыл ойнаған адамдарға. Ол дұрыс емес. Ренжиді. Өткенде ана қыз жылап отыр. Мен ондай күтпеп едім. Бір рет ойнайық деп еді, ойнай салып едім. Маған кеп қаншама әңгіме айтып тастады деп өткенде айтып жатыр да. Олай жасамайық. Бәрімізге не тиеді, сөз тиеді. Егер әзіл дейтін болсақ, әдемі әзілдер айтайық. Әдемі астары бар, сөзді ойнатып, мысалы, қызық әңгімелер айтайық, бірақ андай вульгарный боқтауға өтпейік та, вульгарный, просто налево, направо боқтауға өтпейік. Олай айтпайық, ол дұрыс емес. Сен тәрбиелегенсің ғой солай дейді. Жоқ, мен тәрбиелеген жоқпын ешкімді. Ешкімге ешқандай тәрбие менің мойныма артпаңдар. Ол жалғыз емес, басқалары да бар. Олар көп. Мына жақтан келді Құдай. Бізде 630 адам. Олар анау айтады, Мұхаммед, анау әйелін, анау Айшаны ма, ол 13 жастағы, ол извращенец деп, бірдеме деп, олар сондай адамдар ма? Екеуі талқылау. Олар не ғой? Анау Иговтар сияқты командалар. Қазір қараш, Құдай жоқ дегенді қаншама адам қолдайды да. Солай ғой. Анау кім бар ғой? Анау, который Палестина дейді ғой, оны тоже қолдайды. Әңгіме тыңдаңдар. Қолдайды одан нахуй. Әңгіме тыңдаңдар. Көкем беріліп тұрып айтады екен, Біздің ешкімге зиянымыз жоқ. Достар, бір адам өтеді, 10 монета. 10 монета бір адам өтеді, достар. Бір адам 10 монета, достар. Көрдің бе? Бір адам, дилог. Достар, көрсетейікші, біз өзіміз мықтылықты осы моментті көрсетейікші. Соңғы пайғамбар емес, соңғы пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи көрсетейікші. Мұхаммед пайғамбар. Тыңдайықшы, көрейік. Бізде 650 адам отыр. Біз ешкімге зиянымыз жоқ. Просто біз сенбейміз. Ештеңе жоқ. Сіздер сенген нәрсеге сенбейміз. Просто жайған. Қорқатын, шошитын нәрсе емес. Ё-майо, CLT, рахмет, CLT, алғыс. Here we go деген подарок келді. Here we go. Бәм. Бізде негіз перчатка болған, бірақ перчатка бұл кісілерге керек емес ау. Кімде ABC-шкада перчатка болған бізде. Блокқа тығып тастады дейді. Блокқа тығып тастадыңдар ма не? Тығып тастады ма сендер? Жаман сөз айтсаңдар блокқа тығады, конечно. Жаман сөз айтпаңдар. Бізді блокқа тықты дейді. Тығамыз бұлардың шешенің намдарын. Боқтайды мына. Неге боқтайды бұл кісілер? Потому что сен аузын сыққымыз келіп тұр.
Гейсіздер ма сонда? Еркектермен жыныстық қатынас. Сиеміз ғой. жоқ неге сіз Ауызға. қайдан жаратылдыңыз, неге құдай жоқ, Иә. О. неге құдай жоқ, сіздер сонда кімге табынасыздар? Еркектермен жыныстық қатынас өлім жазасы ғой негізі исламда. жоқ, сіздер кімге табынасыздар жалпы, сіз қайдан жаратылдыңыз? Кімге табынбаймыз. Сіздер сонда жай аяқ астынан адам болып жаратылдыңыздар да? Енді оны түсіндіретін қызық нәрсе бар, ғылым деген ше. Соны бір қарасақ негізі жағдайымыз Сен неге намазхансың ба? жоқ. Кімсің сен? Намазханнан намазхан и басқа вариант жоқ па? Жоқ, қалай? Ол орыстарда Игов дейді. Бізде қазақтарда мен просто білмеймін. Орыстарда православтар бар, орыстарда католиктар бар. Енді сен қай сектаға жатасың? Қай дінге жатасың? Секта деген ол сенетін адамдарда болады. Бізде сенбейміз ғой, бізде секта жоқ. Сендер кімсіңдер? Біз адамдармыз, жақсы адамдармыз. Мен көріп тұрмын, сен мал емессің. Мысалға сіздерде өлген кезде дұға оқып жәнегіндей. Сен қалай туыстарың қайтып кеткенде қалай көмесің бұны жерге? Дұға оқудан ешқандай пайда жоқ қой негізі. Жоқ, лақтыра саласыңдар ма? Лақтыра саласыңдар ма? Қалай істейсіңдер? Дұға оқудан мал сияқты көміп тастайсың ба? Өз балаңды мал сияқты көміп тастайсың ба? Дін жоқ жерде, сонда дін жоқ жерде адамдар солай істей ма? Ей, далбайып, сен жауап берсейші. Өлгенде не істейсіңдер, далбайып? Өлген кезде не істейсің сен, блядь, өлгенде нахуй? Не істейсің, айтсайын нахуй? Жерлейсің апарып. Сен қайтып кетті шешесі. Балаңды ат тастады мал. Жерлейсің апарып. Сабыр Жер сосын әлші. Сабыр Не істейсіңдер? Болды, жерлейсің, болды, қайтасың. Болды. Жыламайсыңдар, қуанбайсыңдар, иә? Жылайсың ғой енді жағыңнан айырылған соң. Отағынан жылайсың сен, блядь, Аллаға сенбесең сен қалай жылайсың? Сенде жүрегің. Енді қара, енді мен саған түсіндіріп берейін, қара, ашуланбай, былай. Негізі біз жылаймыз. Енді қара, біз жылаймыз, себебі біз мына өмірдің жалғыз екенін, арғы өмірде ештеңе жоқ екенін, анаданмен қайтып көріспейтініңді білгендіктен жылайсың. Ал сіздер не үшін жылайсыздар? Сіздер біліп тұрсыздар ғой, өлімнің ешқандайда өмірдің соңы емес екенін, өмірдің ары қарай жалғасатынын, ана жақта жолығатыныңызды біліп тұрып, және соған сеніп тұрып, неге жылайсыздар сіздер? Давайте, соған жауап беріңіздер. Я его на казахском плохо понимаю. Мен жауап берейін. Объясни. Бізде жаратушы бар деп сенеміз да? Сендер енді бір адасқан адамсыңдар. Неге бізде мұсылман мемлекеті бар, неге арабтар бар, неге Мекке бар? Сұрақ қайда қалды? Жоқ, саған тірәдір сен неге Құран бар? Жауап беріп отыр ғой? Сразу жауап беру керек та? Енді біз бұл кісіні шығарып тастаймыз, өлген адамды да, жаны жанатта топырақ торқа жәнегінде жанатта болсын, ниетте болсын. Біздің баратын жеріміз сол жерде. Пока біз жылап сықтап оны қимай шығарамыз. Баратын жеріміз негізі бәріміз сол жер. Бәріміздің өлетініміз ақиқат, заман ақыр туындайтын да ол ақиқат. Жоқ, сіздер неге жылайсыздар? Сіздер жәннатқа бөлінбей тұрып жолығасыздар ғой әлі. Жанатқа, оны бір Аллах біледі. Жанатқа қайтып жолығамыз ба, жолықпаймыз ба, бір Аллах біледі. Енді оның бәрі өлмегеніне бір тұр. Сіздерде негізі, сіздер вообще жыламауларыңыз керек қой, өйткені ол ертең тозаққа кетіп қалса. Сен баланды бар ғой, мен шошқа сияқты бауыздатып тастам, сен күлесің ба? Қара, біз баланды шешемі пышақтап бауыздап шошқан сияқты. Сен күлесің ба? На, эфир қараңызда абайлап сөйлейін. Сен тұратыр, эфирін істігейін сен. Жауап бер, блядь, жауап бер, баламды өлтіргенде сен қуанасың ба деймін, өлгенде балам. Қара. Тұратырстай сен, отағын жемей жауап бер. Мен шешесісің, балам сен өліп қалды, сен қуанасың ба деймін. Жауап берейін да сөйлесейін. Бөлмесей сөйлейін да. Да, сен айттың сразу жауап бер. Жылайсың ба, жыламайсың ба деп. Жауап берейін, жауап берейін. Жылайым. Жоқ, сен жылайсың ба или жыламайсың ба? Бір сөз ғана қайт. Жылайым. Вот, сөгін бі отақ еуған. Енді тұрады. Не үшін жылайсың енді? Не үшін жылайсың? Айтам тұра тұр енді. Қара.
мына эфирді 820 адам көріп жатыр. ютубқа шығады, ютубта бір 3000 адам көреді, тиктокқа нарезка шығады, бір ретте 10-20 мың адам көреді. Сол үшін андай агрессияға беріліп, ана бүйтіп бауыздап тастасам, анау мынау деген әңгімені айтып алып. Сендерді аз адам қолдайды. Например, бізде по всему миру, например, да, бізді миллиард қолдайды. Сені, может, 100 мың адам ғана қолдайды, болды, блядь. Точно ма? Миллиард қолдай ма? Мен бір сұрақ қояйын. Миллиард қолдай ма? Қолдайды. Онда мынандай сұрақ. Күнді жасырасың да, братан. Бірақ сұрақ. Тоқтаңдар. Қойып отыр ғой сұрақты. Сен арандатушысың да. Альфред пидорас келді. Міне, Альфред пидорас. Альфредті помнишь? Ол пидорас ғой. Қара, тыңдасаңдаршы. Альфред пидорас келді. Олардың сектасы, мен сол сектаға мені тартты ғой Альфредна. Жүзіңді ашып отыр да, айтып отыр. Жүзіңді аша алмайсың. Сен халықты арандатушысың. Сен жүзіңді көрсетпейсің просто. Құдай жоқ деп жазып қоясың. Потому что пидорас. Жүзіңді аша алмайсың, қорқасың. Бір сөз айтып біз өлімге ойнаймыз, например. Өлтіріп кетеді деп қорқады. Қорқады бұл нахуй. Мұсылмандар точно бір-бірін қолдайды ғой, 1 миллиард. Потому что духы жоқ бұда. Мен жауап қойған. Аналар мен даусым жауап қойған ба, қарасаңдаршы, даусым жауап қойған ба, или естіп жатыр ма? Бір сұрақ қояйын деп едім. Мұсылмандар бір-бірін 1 миллиард бізді қолдайды деп бүйтіп саусағын шошайтып отыр ғой. 1 миллиард мұсылман Палестинадағы Израиль мен Палестинаның арасында мұсылмандар қырылып жатқан кезде 1 миллиард қайда қарап отырсыңдар? Отырсыңдар ғой, Сирияны тасталған келген кезде Америка 1 миллиард. Қайдасыңдар сендер 1 миллиард? Немен дейсің сен? Естіп отырсыңдар ма? Бүйтіп айтсыңдар, менің бізді қолдайды 1 миллиард. Палестинада еврейлер бар ғой, еврейлер мұсылмандар талқандаған кезде, Рохинджда мұсылмандарды қырған кезде, Сирияда мұсылмандарды қырған кезде 1 миллиардтарын қайда қалдыңдар? Алтын унитазда отырып бір көмек көрсеткен жоқ ешкім. Мал, сен бар ғой, болмаған оқиғаны айтпа. Сен мін жерде, мен саған айтып жатырмын. Қазір мұсылмандар, біз көппіз, по-любому біз жақ алып кетеді, чем сен жағын. Христиандар көп, христиандар сендерден көп. Қалай, мал, тұратыршы. Сен христиансың ба не? Христиандар сендерден көп. Сен ешкім емессің ғой. Христиандар сендерден көп. Бля, заезжал, мен саған айтып жатырмын. Сен кімсің, как его? Иеговсың ба? Мен сені айтып жатырмын конкретно, сен кімге жатасыңдар? Сендер, мен білмеймін ғой діндерін сендер. Мен сені дініңді айтып жатырмын ғой. Жарайды, көп жақты. Кім көп болса соны мойындайсың ба? Сендерді 100 мың адам қолдайды да, и, например, ертең, бірдеме болса... Кім көп болса соны мойындайсың ба? Сендер, отвечаю, қара, сендер бар ғой, ертең соғыс болғанда, сендер неменеге сенесіңдер? Сен айтасың, вот Америкада былай болды. Ертең соғыс болса, ел үшін, сен вот қай жақта тұрасың? Қазақстан, Америка, Германия, қай жақтықсың сен? Қазақстанда тұрамыз. Қазақстан, вот ел үшін бәріміз соғысқа барамыз да? Бізге арабтар шапса не істейсің? Қарсы шығамыз. А чё неге қарсы шығасың оларға? Потому что ол бар ғой, біз бәрі ол кезінде соғыс болды ғой, ана жерде қараған жоқ, мұсылманға қарсы шығады деп. Жоқ, мына жерде басқа соғыс болғанда, ол басқа оқиға, түсіндің ба? Түсінесің бе сен? Сен қазір мына жерде бәрін шатастырасың да. Қарашы, бір ғана сұрақ, соңғы сұрақ. Бірақ сұрақ қойын, соңғы сұрақ. Егер арабтар қазақ жерінде ислам мемлекетін орнатамыз деп бізге шабуыл жасайтын болса, зайырлы ел тұрсын деп қорғайсың ба, әлде халифатты орнатам деп кен арабтарға қосасың ба? Қорғаймыз. Демек, дінді орнататындардың әскерін емес, зайырлы елдің әскерінде боласыңдар. Сен ішінде, діннің ішінде өзі білесің бөлінеді. Сен немене деп жатсың сен жерде? Сен бізді, бәрімізді, бля, пиздец, былай етеріп жатыр да, пиздец, ол былай, арамы, бля, бар ғой? Бұл арандатушы. Арандату емес, сен мужик болсаң, түріңді ашшы. Қиялдағы. Жоқ, енді албайып, сен жасы нешеде? Ишақбас. Жоқ, жасы нешеде? Есімің кім? Аман болайық, давайте мен кетім керек. Уақытым жоқ. Потому что шаман жетпей жатыр, далбой. Бізге сияқты қарсы сен болған жоқ адамдар, түсіндің ба, далбой. Қара, мұсылманмен құдайсыз сөйлесіп отыр. Мен бір ауыз боқтаған жоқпын, сендер 100 рет боқтадыңдар. Осыдан ақ көріп кімнен кім екенін қарайды адамдар. Боқтаймыз. Сен мұсылман емессің ғой, Ишақбас.
Қотағын Дұрыс қой, жеп отырсың нахуй. мен мұсылман емеспін, мен боқтамаймын. 900 адам отыр. Сендер Дұрыс. мұсылмансыңдар, Қотағын ауыздарыңыз жемейсің, ағып нахуй. кіріп көге шығады. Сен қара, бізге похуй, потому что біз мұсылман болса өлеміз нахуй, біз бар ғой нахуй. Похуй болмауы Өз керек, айтқаным сен үшін, нахуй. дініңнен До конца барамыз. өтіріксің ғой. Сен қотақ нахуй, ана жақта тығылып отыр. Біз міне, Саған қарашы, қарап, біз дініңе тығылып қызығу қотағын керек жемеш адам. нахуй. Саған Міне, қарап мұсылман дініңе боқтамайтынсың ба қызықпай не ма? нахуй? А? Саған қарап қызығу Сенде керек қой адам. қасында Құдай жоқ деп, не то что, блядь, ё-моё, сен жұмалақтан іліп қою керек нахуй, долбоебтің нахуй. Ишек басты нахуй. Малды, Саған блядь, қарап нахуй. дініңе адам қызығу керек Жәләпті қой, нахуй, дұрыс па? натуре нахуй. Саған қарап дініңе адам қызығу керек. Ей, мен ешкімге айтып жатқан жоқпын. Ей, бүйтіңдер, сөйтіңдер, мұсылман бол. Әр адам өзінің өмірін сүріп жатыр, түсіндің бе? Әр адам семья, бала шабағы үшін, өзінің ел үшін өмір сүріп жатыр нахуй. Сен сияқты қотақ басымен жерде отыр, бля, дінге сенбе деп, қотақ құдақ жоқ деп, мал нахуй шеше. Қасында болса мен сенің аузын көтті сығып жіберуші едім, болдың нахуй. Еркекпен Конкретно айтамын, жыныстыққа по факту, болу нахуй. не дұрыс емес деп айтамын. Сен де сияқты адамдарды сығу керек нахуй, зонада сияқты нахуй. Зонада сығеді ғой, сен де солай сығу керек нахуй. Зонада болғансың ба? Шешесін адамдарға біләт нахуй, блядь. Қаямда айтып, далбайып, бар далаға шық нахуй, шешесі сығын. Мешіттің қасында тұр, айт, Құдай жоқ ден нахуй, көрейік сен. Сығын, жәләп нахуй, айт бар нахуй. Мін жерде пиарас тиктокта отырсын, жәләп. Біз отырсақ та, денемізді кесіп, тілімізді тесіп нахуй. Біз отырамыз, ойынға ойнап, таза ақшаны табамыз. Сен жәләп не істеп жатсың? Енен намын нахуй, ененің намысын сен нахуй. Сен бар ғой бітті кезінен туғанда шешенің ішінде нахуй өлтіріп тастап, пышақта тастау керектен нахуй. Осындай адамдарды қыртып сукаларды нахуй. Қай жақтан боласыңдар? Сен мысалға мұсылман ретінде Көкшетауданбын нахуй. сен еркексің да, мұсылман ретінде тасағың кесті ма сен Сөйлеп жалпы? жатқан кісінің аты кім? Сөйлеп жатқан кісінің аты кім? Аты Шевелер Чытырман. Кім? Шевелер Чытырман. Чытырман? Ондай ат бар ма? 1100 адам. Чытырман аты. Иә, 1100 адам көріп отыр. Боқтай беріңіздер. Жоқ, сен сүндетке отырдың ба жалпы? Саған Құдай керек емес болса, отырдың ба жалпы? Қарашы енді. Сен осы кезде сен қай уақытта тап болдың? Мен мұсылманмын Сен деп отырған адам. қотағың сенікі орыстық ма, қазақтық ма, далбайып деп жатыр, піштірді ме, піштірген жоқ па, далбайып жауап берсей? Адам қиын адам. Сені піштірді ме, піштірген жоқ па дейді. Мал, блядь, ол Егер демалысқа кетіп қалып еді. не істеп отыр, қара. Жәләп, давай, личкаға шығып хабарласайық. Сен қай қаладансың? Болды, личкаңызға шығады біраз адамдар. Кездесейік, по факту. Болды, личкаңызға біраз адам шығады. Сығейін сен адамдардың аузын сығейін. Менің адамдарым емес, өзіңіздің мұсылмандарым. Өзіңіздің мұсылмандарыңыз Сіз шығып барлық айтатын шығар. мұсылманға қарсы шығасыз. Жоқ, өзіңіздің мұсылмандарыңыз Немен шығып айтады бізге? бауырым. Жоқ, бүйтіп айтады. Иә, былай деп Сен айтады. өзің үшін жауап берші. Былай деп айтады. Қара, былай деп айтады. Мұсылмандар сізге айтады. Мұсылманмын деп тұрып, көпшіліктің алдында бұлай боқтап, дінді түсіргеніңіз дұрыс емес. Сізге қарап адамдар дін туралы ой қалыптастырады. Мұсылманның айнасы оның көркем мінезі деп айтып кеткен. Пайғамбар айтып кеткен, кімді шешесінен біреуді шешесінен боқтайтын болса, өзінің шешесімен жыныстық қатынас жасағандай деп айтқан. Осының бәрі осының бәрі сіздерге қатысты. Сол үшін, короче, дінде жүрген адамдар болатын болса, мына мұсылман жамағатының авторитетіне кісілері болатын болса, мына кісілерге айтыңыздар. Дінді қорғаймыз деп, бүйтіп боқтап, боралап, жаңағындай нәрсеге өтпесін. Ол ұят нәрсе. Пікірталас бола ма, әңгіме бола ма, адам сол туралы айту керек, сол туралы сөйлеу керек. Адам жеке басына боқтап, енді абырой әпере ма осындай нәрсе діндегі адамдарға? Исламға абырой әпере ма? Маған емес, мына кісілерге айтыңыздар. Осындай кісілерге кіріп айтыңыздар. Осылай бауырым, сенікі дұрыс болған жоқ. Ол сенбесе өзінің тірлігі, не қыласың оны үйтіп боқтап. Сен мұсылманмын деп отырсың, саған қарап ертең екі ортада не былай болып жүрген адамдар екі ортада ойланып қалады ғой саған қарап. Сонда мұсылман деген мынандай ма деп ойланып қалады, ертең діннен қашады адамдар. Сол нәрсені ескертіп айту керек. Әркімнің мәдениетінен ақ байқалады ғой, кімнің қай жақта не айтып жүргені. Сол үшін де, давайте, аман болайық. Дұрыс емес жаңағындай тірлік. Кім болса да, мұсылман бола ма, басқа бола ма.
бір ауыз боқтаған жоқпын мен оған. Өзі аузына келгенін айтып жатыр. Бізде енді мысалы мынандай адамдармен не істеу қиын деп ойлаймын. Бір қоғамда өмір сүру қауіпті деп ойлаймын. Жанындағы адамдар бір жамандық істеп қойса, бір қиын ғой. Андай агрессиямен. Ай, білмеймін. Так, мен уақытым өте аз негізі. Мен 30-да кетем деген 47 болды уже. Жаңа перчатканы қойып тастадыңыздар ма? Рахмет, CLT, Ралан. Алғыс бәріңізге. YouTube арна бар. YouTube'та запистерді көрсеңіздер болады. Профильге өтсеңіздер, YouTube деген ссылка тұр, сонымен өтіп запистерді көрсеңіздер болады. Барлық эфирлердің запистері бар. Бұл эфирдің де записі жақында шығады YouTube'қа. YouTube'қа шығады жақында. Так. Көрейін енді мен. Ана кісілерге боқтаған үшін штраф, білмеймін, көреміз оны. Бір мониторинг жасайтын бір нелер бар шығар, может, ұйымдар ма, органдар ма, айтатын жар. Сикер бір апта демалысқа кетіп қалған, ол нарезка салмайтын шығар қазір. Мен ғой сотқа бере алмаймын ол кісілерді. Не деп сотқа берем? Оның айтатынын айтып отыр енді. Так, жіберіп көрем, бір кісілерге қабылдаса, может, көреміз, қабылдамаса ойнамаймыз. Провокатор дейді. Мен ешқандай провокация жасаған жоқпын. Мен просто по факту айтып отырмын. Осылай деп айтып отырмын. Анау ашуланып жатыр. Бүгін рекорд болды. Жаңа 1200 адамға дейін барды ғой. Осыған дейін болған емес, сондай кім Нұржан келген кезде, Нұржан имам келген кезде 200 1000 болған. 1000 болған максимально. Одан кейін ондай неге жеткен емеспіз. Қазіргі рекорд сол 1200 адам. Психикалық ауытқуы бар дейді. Білмеймін енді, өте агрессивный адамдар. Ұстаз қойып тастады ғой дейді. Нені қойып тастады? Енді ұстаз білмеймін, енді эфирлерді нарезка жасап қазір салып жүр ғой. Давай, бір раунд ойнап жүрек, тез. Давай. Давайте. Ой, Бірақ не қалды? Менде 800 адам отыр, менде аз адам отыр ғой. Ладно. Азайет менде. Давайте, жамағат, последний батл мен кетем. 5 минут. Ютубқа қашан шығады дейді? Енді мені сендерге батл бастап бердім. Ютубқа бүгін түнде салам. Ютубқа шығады, профильде ютуб канал бар, сол жерде запистер бар. Ютубқа шығады кешке. Девочек, вот, ребят, а что нужно делать? Нужно максимально лайкать, там, отправлять подарки и так далее. Последний не күйіп кетпесін біздің перчатка. Күйіп кете ма, күйіп кетпей ма? Давайте, ребят, давайте выиграем их. Что-то у них слишком жестко. Отайықшы. Ассаламу алейкум, уағалейкум ассалам. Бізбен қалай сөйлесе болады? Жекеге жаза беріңіздер. Адамдар. Жекеге жаза беріңіздер. Не үшін аяқта? Ютубқа қазір сразу сала алмаймын ютубқа. Ютубқа қазір сала алмаймын. Ертерек салуға тырысам. Что-то адам, аналарда что-то не ғой.
Аха. Кім келді Тап- дейді ғой. тап- Особо ешкім емес, бір батыл қосқанбыз ғой, сөйтсек бір кісілер ұшып кетті. YouTube профильге өтсеңдер, YouTube'тың ссылкасын Ешкіміз қосылып жатырмыз. бассаңдар ашылады. Рахмет, селти, алғыс. Қазір біреу, ребят, давайте мынау цельді орындайық, мынау астындағы цельді. Бір розадан жіберсеңдер. 5 адам бір розаны жіберсе. Так, қазір 3x басталады бізде. 3x. Тараздасын ба? Тараздансың ба? Тараздансың ба дейсің ба? Я негізі таразданмын, бірақ қазір Алматыда тұрамын. Тағы 3 адам керек, ребят, 3 адам жіберу керек. Жоқ, 3 әртүрлі адам жіберу керек, роза. Мен қарап жүрмін Басқа дейді. Нормально ғой, адамдар күнәмен жіберу бару. керек роза. Тағы да 2 роза қалды. 2 роза қалды. X2, ребят. X2 болады. Тағы да 2 роза керек. Басқа адамдар жіберу керек уже. Әртүрлі адам жіберу керек розаны. Так, 3x па? 3x енді басталады. Қызық болды, қызық болды. Бүгін пайдалы да, бұл жақсы эфир болды негізі. Пайдалы контент те Жоқ, Алматыдамыз. шоу да болды. Алматыда қалам. Біреуге бір 1000 монета жіберсе екен бар ғой. 1000 монета Рахмет. жіберіп. 3x. Ойбай, анау деген. 3x кетіп жатыр, жамағат. Рахмет, селти. Короче, Алғыс. Ё-майо, yes. қайта береміз ау. ABC-шка, рахмет. Булабей. Никак. Енді жете алмаймыз. Алғыс. Так, давайте, 20 секунд 3x бар. О, Ролан, мап. Ё-майо. Не кетіп жатыр ғой? Жираф кетіп қалды ғой. Путник, рахмет, Ролан. Алғыс. Сетем ғой деймін. Селти, рахмет. 3x-қа кетті ғой, бәрі 3x-қа кетті. Алғыс, рахмет. Последний батл, жақсы эфир болды, осымен жауам, сосын эфирдің записін шығарып отырсам. Бүгін шығарып отырсам. Атеистерді ақша көп. Атеистер маңларсың да? Басында атеистерді ақша көп. Сен де, да, ну нафиг. Атеистерді ақша көп жаз кетті. Фу, ешкім код. Ладно, айтып қойдыңдар ма ана кісіге? Уже неғып қалды, көңілі қалып қалды. Так, шығып кетті, ё-май. Не, мен былай не істей Ана, не істедіңдер ал? Осы керек па? 5x-ті да қойып үлгерген жоқпыз. Апарды да өшіреді. Жақсы, давайте, жамағат, рахмет. Бәріңізге алғыс, подарок, лайк, қолдауларыңызға рахмет. Эфирдің записін бүгін салам, сол жақтан көрсеңіздер болады. Аман болыңыздар, барлығыңызға алғыс. Комментарий, лайк, қолдауларыңызға. Жақсы, келесі жолыққанша. Давайте. 30-да кетуім керек еді, уже кешігіп жатырмын. Жақсы, аман болайық.